адамдардың бет-әлпетін тануға мүмкіндік бермейтін киім-кешектер киюге тыйым салу мәселесі. Одан кейін бізде сақалдың өзін рабочий, не рабочий деп бөлеміз. Намаз оққан кезде де әйел адамның бетін жабу міндет емес. Қол, аяқ, бет бұл әурет жерлерге жатпайды. Конституциялық құқықтары мен бостандықтарына ешқандай кедергі келтірмейді. Заң мен тәртіпте ол халық тәрбиелеудің бір құралы ғой. Келісесіздер ме? Бұлардың барлығы ертең көбейе беретін болса не болады? Біз бөлек бет аузын жабатын мектеп ашамыз. Сондықтан тәрбиеден ақшаны үнемдесең, түрмеге жұмсайсың деген сөз бар ғой. Неге біз заңға бағынғысы келмейтін елге айналып барамыз? Күндеріңіздің қайырлы уақытын тілейміз. Енді қай мезгілде, қай уақытта көріп жатқан белгісіз, сондықтан баршаларыңызға армысыздар десек. Қымбатты көрермен, бүгін бізде баптаймызда өте өзекті мәселе. Қазір барлықтарыңыз білесіздер, мына елдің ішінде діни киімге тыйым салынады екен деген мәселе көтеріліп жатыр. Рас, бұл мәселе заң жобасында норма ретінде, бөлігі ретінде ұсынылып жатыр. Нақты бұл жерде енді мен ойымша түсіндіріп өткен жөн сияқты, діни болған кезде қандай киімге шектеу қойылмақ, нені киюге тоқтау салынбақпыз. Осы мәселелерді бүгін талқылап, діни киімдер, заң тәртіп мәселелеріне тоқталсақ деп өздеріңізді шақырып отырмыз. Бүгін енді тақырып ауқымды болғаннан кейін бір емес қос спикерді студиямызға алдырттық. Келгендеріңізге рахмет айтқым келеді. Алдымен сіздерді таныстырып өтсем, парламент сенатының депутаты Наурызбай Байқадамов мырза, және де теолог ғалым Кеңшілік Тышқанұлы. Енді Наурызбайға өзіңізден бастасақ, діни киімдерге тыйым салу деген мәселеден бастасақ. Бұл енді көпшілікке түсінікті болу үшін бізде діни болған кезде ислам дінінің киімі ғой бұл жерде айтып отырғанымыз. Мәселе неден туындады? Ұсынып отырған қай орган? Мәдениет министрлігі ма, Мәдениет және ақпарат министрлігі ма, жоқ әлде ішкі істер министрлігі ма? Сосын осыдан бастайық, сосын қандай киім екеніне бір тоқталамыз. Өйткені бұл жерде бірнеше киім бар екен, түрлері бар екен. Жалпы өзекті мәселені айтып отырсыз ғой. Неге бұл өзектендіріліп тұр? Ол енді бұл жерде мәселе діннің киімге байланыстылық бірінші кезекке қойылмайды. Қазіргі мәжілістен өтіп келген заң бүгінгі таңда сенатта жұмыс бабында. Мен сол заңды жүргізуші депутат ретінде қазір айналысып жатырмын. Бұл заң жалпы президенттің мынау көптеген салаларды реттеудегі бюрократияны азайтуға байланысты. Қазір енді сондай жұмыстар жүріп жатыр. Соның ішінде осы адамдардың бет-әлпетін тануға мүмкіндік бермейтін киім-кешектер киюге тыйым салу мәселесі қосылған. Бұл неден туындап отыр? Бұл жалпы қоғам мүшелері үшін орталар бар. Қоғамдық ортаны айтамыз, мысалға сол қоғамдық қауіпсіздік деген дүние барлық азаматтарға ортақ мәселе. Сондықтан бұл негізгі айтылып отыр бағыты адамдардың жеке бас қауіпсіздігін конституция құқықтарының жаңағы дұрыс бағытта қорғалуына байланысты осы енгізіліп отыр. Себеп ішкі істер министрлігінің несі бойынша, аргументі бойынша, яғни ішкі істер министрлігі қойсын. Ішкі істер министрлігі сол заңда жаңағы бізге дайындаушы ретінде. Қазір солармен жұмыс істеп жатырмыз. Басқа да өкілетті органдар бар, мемлекеттік органдар. Өйткені ол заң бірнеше топқа жіктеуге болады. Просто сіздің сұрағыңызға бірінші айтып кетейін деп жатырмын. Ол неге байланысты? Мынау киім министрлік айтады, 130-дан астам соңғы жылдары қылмыс болды дейді. Соның 33-і ашылмай тұр, мысалға. Неге? Өйткені ол жаңағы бетін тануға мүмкіндік бермейтін киім-кешек кию арқылы жасалған. Камерада ол қылмыстың барысы, күмәнді адамдар бар, ал бірақ оны нақты анықтауға мүмкіндік жоқ. Сондықтан мынау әсіресе топтық жаңағындай тәртіпсіздік, төбелес, ұрлық, вандализм,
мәселелерінде осы бетті бүркемелеп алып бетін жасыру арқылы іс-әрекет жасайтындығы анықталып отыр. Ол енді көптеген елдерде осыған байланысты арнайы тыйым салынып отыр. Көрші елдерде де бар ондай тәртіп, Еуропа елдерінде де бар. Сондықтан осы негізгі ұстаным мынау қылмыс жасаудың алдын алу, яғни қоғамдық қауіпсіздікті күшейту және осы қылмыстардың санын азайту, алдын алу және мынау біз қанша миллиардтаған қаржы бөліп қауіпсіздік қамтамасыз ететін техникалардың жұмысының тиімділігін арттыру бағытында. Ал енді ол бірден заң қабылданып жатса, ертеңінен барып әртүрлі жағдайдағы адамдардың барлығының бетіндеген шеш, осының бәрін тыйым салды деп бірден жағасын алмайды. Ертеңге кейін тоқталамыз, қазір тоқталамыз. Ал енді яғни заңда, Наурызбай мырза, дін деген сөз жоқ қой, дін деген ол сөз жоқ. Бұл жерде мына мәселені есептеу керек. Мына медициналық талаптар болады. Қызметтік бабындағы жаңа бетін бүркемелеп жүретін киюге мәжбүр болады. Ауа райына байланысты қыстыгүн мысалға спорттық мәдени шаралар да болады. Оларға ол мәселе оларға тыйым салынбайды. Бірақ жаңағындай егер де ол бетті тануға мүмкіндік бермейтін болса, ол міндетті түрде оған ескерту жасалады және үгіт насихат түсіндірме жұмыстарын жүргізілу арқылы осыны біз шектеу қажеттілігін түсіндіруіміз керек. Рахмет. Мына Өзбекстанда бұл норма, яғни бет ауызды тұмшалап жүру. Тағы да айтайық, бұл жерде дін деген мәселе жоқ. Бет ауызды тұмшалап жүруге қатысты норма 2025 жылы, Қырғызстанда 2023 жылы, Тәжікстанда тіпті одан әрі енгізілген. Қазір Тәжікстанда ниқаб, паранжа туралы әңгіме түгілі былай хиджаб дейміз ғой, орамал тағып жүрудің өзі қиындап кеткен. Ашығын айтуымыз керек. Бізде бір үлкен проблема бар. Осы діни тақырыпқа келген кезде кез келген мәселе өте бір сезімтал екен, түсінікті, бірақ қатты резонансты түрде қабылданады. Кеңшілік мырза, біз қатты діндар болып кеттік па қоғамымыз, жоқ әлде осындай мәселелер келген кезде дау көтеріп жүретін әдетке айналып бара жатыр ма? Енді дін қоғамда белгілі бір деңгейде актуалды демей-ақ қояйық, өте көп талқылауға түсетін тақырыптардың бірі. Жалпы өзі көп қаралатын да, көп пікір жинайтын да, көп резонанс тудыратын да тақырыптар көп қой. Соның ішіндегі ең осы маңыздылардың бірі дін ғой деймін. Себебі дін туралы пікір айтпайтын адам жоқ. Діндар да, діндар емес те, бейтарап та, әркімнің өзінің дін туралы бір пікірі бар. Сол үшін де осындай тақырыптар ортаға тасталған кезде, әсіресе мынау мектеп оқушыларының киіміне байланысты болған кезде, күзге қарай, әсіресе жаңағы бір радикализмге байланысты болған кезде, тіпті дәстүрмен байланысты да бір имам молдалардың уағызына байланысты да үлкен резонанс тудырып жатады. Демек, бұл қоғам бұл дін мәселесінде өте жаңағы нәзіктен бұрын соған үйреніп алды деп айтсақ та болады. Яғни дін туралы адамдардың позициялары айқындалу барысында осы тақырыпқа бір пікір айтып қалғысы келіп тұрады ғой үнемі. Дінді ұстансын. Содан кейін бұл жерде тағы да бір екінші мәселе бар. Дінді ұстанатын азаматтардың да психоэмоционалды жағдайы. Қазір мысалы біреудің дін туралы кішкене айтып қалсаңыз, ол сіздің бетіңіз тырнап алуы мүмкін. Себебі ол дін деген дүниені ол өзінше сакралды деп санағаннан кейін, мен ұстанып жүрген дініме тіл тигіздіртпеймін, бұл Құдайдың заңдылығы деген сондай бір ішкі құндылықтары бар. Құндылықтар қайшылығы. Яғни сізге дінге бір сыни пікір айтсаңыз, сізді жаңағы апарып тастайды, кәпір қылып тастайды, басқа қылып тастайды деген сияқты. Бұның өзі адамдардың эмоциясына тиеді, қарсы беттегі адамның эмоциясына тиеді. Сол үшін де осындай бір текетірес қалыптасып келе жатыр. Оның үстіне бұл жерде исламофобия деген ұғымды біз негізі Қазақстан қоғамы үшін көп қолданбайтын едік. Бұрын ориентализм дейміз, басқа дейміз, неше түрлі жаңағы исламға қатысты анықтамалар болды. Қазір енді исламофобия деген дүние біздің қоғамда да ақырындап келе жатыр. Бұл жерде жаңағы бірнеше фактор бар. Бірінші фактор бұл діндарлардың өзінің эмоционалды жағдайы, исламофобия тудырып отырған. Екіншіден, мынау мұсылман әлемінің жағдайы. Ғылым, өркениет, дін деген мәселе келген кезде біз көбінесе дін мен ғылымды қарама-қайшы қоямыз. Неге мысалы мешіт салғанша мектеп салмайды, неге дінді үйреткенше ғылым үйретпейді, неге біздің жаңағы осындай өлім туралы уағыз айтады, неге осы дүние туралы құндылықтар жоқ деген сияқты осы қайшылықтардың ар жағында да осы тақырыптардың қызу талқылануы бар. Одан кейін үшінші бір мәселе бар, бұл жерде адамның өзінің психикалық жағдайы. Адам мысалы кез келген адам Құдаймен белгілі бір байланысты сезеді.
аз болсын көп болсын, күрделі болсын жеңіл болсын, сол байланыстарды сезу арқасында оған қандай да бір міндеттер жүктейді немесе жүктейтінін ол өзі түсінгеннен кейін сол міндеттерден құтылудың жолдарын қарастырады. Мысалы мен адаммын, Құдай мені жаратты, дінде белгілі бір міндеттер жүктейді, сенің осындай парызың бар, мен оларды орындамаймын. Орындамаған кезде мен ол парыздар туралы немесе дін туралы біреу қағида айтқан кезде мен оған қарсы шығып оны жоққа шығаруға тырысамын. Неге десеңіз, іштегі мен психологиялық қажеттілігімді қамтамасыз етуім керек. Егер мен оны мойындайтын болсам, мен күнәһар болып өзімді сезінуім керек. Өйткені орындамай жүрмін ғой. Ал оны мен күнәһар болып сезінбес үшін оны жоққа шығаруым керек. Яғни ішкі қайшылық, адамның өзінің жеке психологиялық қайшылық. Осының барлығы біздің дін тақырыптарын тез талқылауға, тез талдауға, оның үстіне бізде жаңағы жік-жікке бөліну процесі қазір байқалады. Атеисттер, агностиктар, діндарлар, діндарлардың ішінде дәстүрлі діндарлар, дәстүрлі емес радикал діндарлар деген сияқты көптеген категориялар. Осының барлығынан сіз қай жақтасыз деген пікірде ол да пікір айтуға тура келеді. Яғни мен өзімді атеист деп сезетін болсам, міндетті түрде діндарларға шабуыл жасап отыруым керек. Соңғы кезде қазір тәңіршілдер деген сияқты ұғымдар пайда болып жатыр. Бірақ бұның барлығы қоғамдағы осы дін тақырыптарын мақсатты болсын, мақсатсыз болсын, саналы болсын, санасыз болсын талқылауға алып барады. Көбінесе ғылыми бағыттағы, үлкен танымдық бағыттағы мәселелерді түсіндірсеңіз, халық оны талдамайды. Эмоциялық бағыттағы бір мәселені жазатын болсаңыз, жаңағы жаға жыртысу мәселесі. Бір жақ ойлаймын, бұл да бір саяси технологияның бір түріне де айналып кетуі болашақта мүмкін. Өйткені халықтың әлсіз тұсы дін болғаннан кейін, діни тақырып ортаға түскен кезде олар өздері бір-бірімен жаға жыртысып жата береді. Яғни басқа нәрсе тастаудың қажеті жоқ. Қазір қазақ қоғамы, біз мынау тәуелсіздіктен кейін плюрализм деген нәрсені құндылық ретінде, діни әралуандық дегенді алып отырмыз, бірақ бірегейлік деген нәрседен ажырап бара жатырмыз. Яғни халық ретінде бір діннің өкілі ретінде өзімізді қарамаймыз. Сондықтан да бұл жердегі осы мәселелердің барлығы дін тақырыбын немесе дінге қатысы бар деген тақырыпты жаңағы күрделендіріп жібереді. Және бұл жерде жаңағы мұсылман қоғамымен, мұсылман әлемімен, басқа мемлекеттермен байланысы бар топтар да бар. Олар да осы мәселені көтеру арқылы белгілі бір саяси, болмаса бір әлеуметтік мәселелер тудыруға да мүдделі болуы мүмкін. Неге десеңіз, жаңа мешіт туралы әңгіме болған кезде, орамал туралы әңгіме болған кезде, міндетті түрде мұсылман мемлекеттерінің позицияларын ортаға тастайтындар да бар. Мысалы, мен өзім Қатар мемлекетінде іс-сапарда болған кезде, сол кезде бір құлағым шалып қалды, бір азаматтармен сөйлескен кезде, сол кездерде бізде бір орамалға байланысты қоғамда пікір талас болып жатқан кезде, сонда сендердің мемлекеттерің орамалға тыйым салған мемлекет па деген сияқты. Өйткені оларды да сондай нәрсені, соларды тартуға тырысады. Негізінде сен орамалға тыйым салатын болсаң, сен өзіңді мұсылман мемлекет емес деп позициялайсың. Мұсылман мемлекет емес деген сөз сенің мұсылман мемлекеттермен байланысың үзіледі деген сияқты мәселе. Яғни әрине бізде діни тұрғыдан, мемлекеттік тұрғыдан қандай да бір дін мен мемлекеттік қатынас қарастырылмайды. Мемлекеттен бөлек қой, жалпы айырылы мемлекет. Бірақ соған қарамастан әлем ретінде, мәдениет ретінде, таным ретінде біз мұсылман әлемі, шығыс әлемі, батыс әлемі болып бөлінеміз. Сол кездерде сіздердің позицияңыз қайсы? Егер сіздер мұсылманшылықтың енді жаңағы тырнақшаның ішінде құндылықтарына қарсы шығатын болсаңыз, сіз өзіңізді қай әлемге жеткізасыз деген сияқты сондай да мәселелер ортаға тасталады. Әрине бұны мен жоғары саяси деңгейде болмаса үлкен ғылыми деңгейде деп айтуға болмайды, бірақ қоғамдық деңгейде, әлеуметтік деңгейде бұл мәселелер үнемі талқыға түсіп отырады. Өкінішісі, бұл нәрсенің нақты нүктесін қою бұл жаңағы біріншіден заңдық позицияға байланысты мемлекеттің өзінің бағытын қалай айқындайды, екіншіден қоғамның саяси, діни санасының деңгейіне байланысты. Бұл жерде кеңшілік мырза үлкен проблеманың басын ашып отыр. Ертең расымен де біз араб мемлекеттері, Катар бізге мысалға көп инвестиция құйып отырған мемлекет. Біріккен Араб Әмірліктері бар. Қай мемлекетпен алсақ та осы араб түбегіндегі біз үлкен әріптестік, достық қарым-қатынастағы елдеріміз. Олардың тарапынан дәл осындай сұрақ туындауы мүмкін бе? Сіздер енді мысалға біз бет әлпетті тұмшалайтын киімге тыйым салсақ ертең, осындай сұрақ қойса не деп жауап береміз? Мемлекеттің жалпы екі несі бар ғой, саясат, сыртқы және ішкі саясаты. Халықаралық дипломатияға байланысты, кеңшілік бауырым айтқандай, өзара саяси қарым-қатынастар ол дінге тікелей байланысты ыңғайланбауы мүмкін, бірақ енді өркениетке байланысты әрине жаңағындай болады ғой, осындай елдер мынандай өркениетке байланысты. Сондықтан мен ойлаймын, әр ел екінші бір елдің суверендік көзқарастарына, ұстанымдарына
қарсы келмейді. Өйткені әр ел өзінің бұрын келатқан құндылықтары бар, дәстүрі бар, салты бар. Озығы озады, тозығы қалады. Сол бағытта бір мемлекетке ол сол арқылы қысым жасау, сол арқылы шектеу, немесе сол арқылы дипломатиялық қарым-қатынастарға кері әсер ететін саясат ұстанады деп ойламаймын. Жақсы. Ендеше мына қалай дегенмен де бет-әлпет тұмшалауға келген кезде біз бұл жерде ислам дінінен айналып өте алмаймыз. Біз ашығын мойындауымыз керек. Себебі осы тұмшалап киінетін енді бұл басқа да діндерде бар. Тіпті барлық дінде бар деп айтсақ болады. Бірақ енді бізде негізінен сол ислам дінін ұстанушылар ғой. Қазақстанда осы діни атрибуттық киімдерді киіп жүрген. Солай емес пе, Кеңшілік мырза? Енді бұл жерде сұрақты мен толық қойып алайын. Өзі жайғы әйел адамдарға арналған ұлтына байланысты, дәстүріне байланысты 7 түрлі киім бар екен. Біздің өз киім-кешекті қоспағанда мына діни рәсімдегі киімдер шәл, шейла, хиджаб, хиджаб Америка, хиджаб химар, мына фотоны қарасаңыздар, хиджаб чадра, никаб, химар, бурка деген. Біз енді осының мысалға сенатта талқыланған шығар. Осының қайсына шектеу қойды көздеп отырмыз? Бұл жерде аты аталған ба? Бұл жерде 90%, 60% бізде келген заңда және ұсынылған таныстырылымда бұл діни неге байланысты киімдерді ажыратпайды. Бірақ ол жерде бір ғана сөз, жаңағы адамдардың бағана айттым, адамдардың бет-әлпетін тануға мүмкіндік бермейтін киім-кешектер киюге тыйым салу мәселесі. Мен кейбір кезде киім-кешектен қосарланған сөз ол киімдер және бұйымдар деп айтам. Өйткені киім атауына кірмейтін бұйымдар да болуы мүмкін, адам бетінде киюі мүмкін. Мысалы, көшеде 4-5 адам бетінде тұмшалап бір нәрсемен жауып баратса, адамда ішінде күдік туады, бұл неге ол өйтіп баратыр? Топтық бір жаңағы тәртіпсіздік ұйымдастырайын деп отырмын, или басқа болмын деген адамға сигнал болуы мүмкін қоғамға. Шамалы сақтана бастауға да. Сондықтан біздің талқылауымызда дінге байланысты, діни киімдерге байланысты ерекшелеп арнайы қарау жоқ. Жалпы бірақ нәрсе адамдардың бет-әлпетін идентификация кедергі жасамайтын деңгейде қарайды. Онда екеуіңізге ортақ сұрақ, Наурызбай мырза, сіз мына мәселені айтқан едіңіз. Мұндай бастама адамның жүзін тануды қиындататын киімдер пайдалану арқылы жасалатын құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында ұсынылып отыр деп, иә? Негізі конституцияда жаңа айтып қалдыңыз, конституциялық кепілдік беретін ар-ождан бостандығына, діни наным сенім еркіндігіне және өзіндік мәдени ұлттық даралықты білдіру құқығына бұл принцип қайшы келмей ме? Біз ұсынып отырған норма. Сонымен бірге әлемдік тәжірибеде осындай шектеулер көбіне азаматтардың белгілі бір топтарына қатысты стигма мен кемсітушілікке әкеліп соққан білесіз. Барлығымыз білеміз оны. Қазақстанда бұл норманың нақты қандай статистика мен ғылыми дәлелдерге сүйеніп отырып жасалып отыр деген сұрақ туады. Енді жалпы халықтық референдуммен қабылданған конституциямызы қазір құдай қаласа 30 жыл болады ғой. Конституцияда нақты көрсетілген Қазақстан Республикасы мемлекеті өзін зайырлы мемлекет ретінде таниды. Яғни, былайша ең оңай тілде айтқанда мемлекет пен дін ажыратылған. Яғни мемлекет, бірақ мемлекет дінмен ажыратылған екен деп мемлекет діннің жұмысына былай ескерусіз қалдырмайды. Өйткені оның дін сол мемлекеттің азаматтарын, қоғам мүшелерін қамтитын нәрсе. Сондықтан бірақ саясатта діни жаңа құндылықтарды пайдалану арқылы саясатты жүргізуге тыйым салынғандығын білдіреді. Мектептен мешіт мысалы ажыратылған, медресе екеуі. Өзінің әрқайсысының оқытатыны бар, өзінің үйрететіні бар. Сондықтан мен ойлаймын, бұндай мәселе біз азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарына ешқандай кедергі келтірмейді. Біз егерде конституцияда көрсетілген бірінші демократиялық ел екендігімізді дәлелдейтін болсақ, ол азшылықтың көпшілікке бағыну. Мемлекеттің принциптері жалпы халықтық принциптермен, яғни жалпы азаматтық гуманистік принциптермен сәйкес келтірілуінде. Ол дінге сену, ол жеке адамның өзінің несі ұстанымы, таңдауы. Ал барлық мемлекеттің ортақ қойылатын талаптары бар. Сондықтан біз көпшіліктің ұстанымына қарай ыңғайлануымыз керек. Ал егерде ол жаңағындай менің құқығыма байланысты дейтін болса, ол конституцияда мен ойлаймын, ондай жаңағындай бір қоғамға зиян келтіретін мәселелерді тыйым салу, оның жаңағы ұстанымына зиян келтіреді деп ойламаймын.
өйткені ол халықтық мәселе. Бұл жерде бір мәселені қарау керек. Жалпы заңдық тұрғыдан министрліктің жаңағы белгілі бір статистикаларының деңгейінде бұл мәселе қабылданбай тұрған кезде көптеген зерттеулер, зерделеу жұмыстары жасалады ғой. Мынау тыйым салғанда қалай болады, тыйым салмағанда қалай болады, шетелдік тәжірибелерде қандай практикалар бар, сосын жаңағы қылмыстық қауіпсіздікке байланысты қандай мәселелер бар деген кезде, сонда біріншіден діни киім деген дүниені қолданбай отырғаны жаңа Наурызбай мырзаның да менің ойымша орынды нәрсе. Неге десеңіз, біз бұны діни киім деп қарайтын болсақ, онда діннің талаптарын орындап, белгілі бір талаптарына қарсымыз деген позиция шығып қалады да, жаңа діни сенім бостандығына нұқсан келу жағдай орын алуы мүмкін. Мысалы, егер біз шапанды діни киім деп қарайтын болсақ, шапанның ұзындығы осындай болсын деген әңгіме шығатын болса, онда ол шапан киюші адам менің діни киіміме бұлар араласып жатыр деген түсінік пайда болады. Тура сол сияқты мемлекеттік тұрғыдан алған кезде бұның қауіпсіздік деңгейінде мәселе шешіледі. Ал діни киімнің діндарлардан сұрайды. Жалпы діни киім әйел адамдарға көп жағдайларда бұл әйел адам қатысты мәселе ғой. Қазір бет жабу жаңағы сіз айтып отырған чадыра, ниқаб, паранжа жаңағы барлығы бұл әйелдерге тән киімдердің несі, атаулары. Сол кездерде исламның негізгі қағидаттарында әйелдің бетін жабу міндет пе деген сұрақта діндарлардың өзі жоқ, бет жабу міндет емес. Намаз оқыған кезде де әйел адамның бетін жабу міндет емес. Қол, аяқ, бет бұл әурет жерлерге жатпайды. Яғни сол кезден-ақ діни киім деген ұғым түсіп қалады. Түсіп қалады. Себебі неге десеңіз, бет жабу дінде шарт болмаса, ол бірінші бет жабу міндет болмаса, онда ол дінде оның мәселесі жоқ. Бұл жерде туындап отырған мәселе екі жағынан қарау керек. Біріншіден, бұны діни киім ретінде ұстанатын белгілі бір топтар бар. Өздерінің діндарлығы емес, бұны мен әйелімді қызғанамын, сол үшін әйелімді бөтен еркектерге көрсетпеуім керек деген позицияда бет-аузын тұмшалайтын жағдай. Бұл жаңа таяу шығыс, болмаса араб мемлекеттерінің кейбіреулерінде практикада бар, климаттық ерекшеліктерге байланысты немесе дәстүрлік салттық ерекшеліктерге байланысты киім формасы. Оны біздің Қазақстан қоғамында да ұстанып жатқан бір топтар бар. Бір жағынан бұл жалпы қауіпсіздік тұрғысынан айтылғанмен, екінші жағынан осы радикалды топтардың ары қарай таралып кетпеуі. Яғни біз егер оған рұқсат беріп осылай істей беретін болсақ, әйелдердің бәрін тұмшалап, жұмыс істеткізбей, қоғамнан оқшаулап, қыз балалардың барлығын үйге қамап, бет-аузын бүркемелей беретін болса, біз өркениетті қоғамды құруды кешіктіре беруіміз мүмкін. Яғни олар мен білгенімді істей беремін деген нәрсе бар. Өйткені осы жерде Кеңшілік мырза, кешірім сұраймын сөзіңізді бөлгеніңізге. Өйткені қазір өркениетті қоғам деген кезде біз бұдан алыстамауымыз керек сияқты. Сіз ақыры бастағаннан кейін ары қарай ойыңызды жалғастырып айтып кетсеңіз, дін мен өркениетті қоғам бірдей болуы мүмкін ба? Сол жерде мен айтамын, дінді егер саналы түрде ұстанатын адамдар болса, дін мен өркениетті қоғам құруға талпынып жатқан қоғамдар бар. Мысалы Малайзия, мысалы Индонезия, мысалы Түркия. Көптеген өздерінің діннен дәстүрлі түрде, мәдени түрде, тарихи түрде ажыратпайтын мемлекеттер ол діни шарттарды белгілі бір шаблонға немесе белгілі қағидалардың шеңберіне жинап, ары қарай өркениеті бар, технологиясы бар, ғылымы бар, оқуы бар, бәрін жолға қойып жатқан қоғамдар бар. Яғни бұл жерде мына мәселе бар. Дінді қалай интерпретация жасайды, дінді қалай түсіндіреді? Егер дінді тек қана о дүниенің құралы ретінде түсіндіретін болсаңыз, өркениетті қоғам құру мүмкін емес. Содан кейін жаңағы Наурызбай мырза дұрыс айтып кетті. Мемлекеттің қалыптастыратын дүниесі бұл рухани о дүниеге қатысты құндылықтар емес. Мемлекет осы дүниедегі өмір сүріп жатқан өзінің қоғамындағы адамдардың арасында қатынасты реттейтін жүйе. Сондықтан да мемлекет ғылымға, білімге, азаматтардың тең құқылы өмір сүруіне, сенім ерекшеліктеріне қарамай, мен сенбеймін, қоғамда көшеге еркін шығуға құқым болу керек. Сенетін адамның да көшеде еркін жүруге құқы болу керек. Мемлекет осыны қамтамасыз етеді. Ал егер діни тұрғыдан алатын болсаңыз, онда белгілі бір топтардың немесе белгілі бір идеялардың, идеологиялардың сойылын соғып кетуге тура келеді. Ондай қоғамдарда хаос орын алады. Себебі қарсы пікір, міндетті түрде қоғамның барлығы бір пікірге ғана тоғыспайды. Сол үшін де бұл жердегі мәселе мемлекет жалпы нейтралитет сақтаудың өзі, зайырлық деген принциптердің өзі сол. Оны біреулер жаңағы атеизм деп түсінеді, біреулер жаңағы жоқ, ол атеизм емес, ол зайырлық деген діндік құндылықты орындайды деп. Ал негізі зайырлықтың ең үлкен қағидасы бұл бейтараптылық. Егер біздегі сияқты көп конфессионалды, көп этносты болатын болса, тіптен нейтралитет сақтау жағын көбірек қолға, өйткені мемлекеттің мүддесі ортада қайшылық туатын болса, ол мемлекетке жақсылық алып келмейді. Сол үшін де осы тұрғыдан алған кезде, ал енді
дінді белгілі бір деңгейде мен өмірімнің мәнісі, маңызы, құндылығы, менің осы Құдаймен арадағы реттеуші жаңағы негізгі қағидаттарым жиынтығы деп қабылдайтын адамдардың түсінігі бойынша көп жағдайларда жаңағы зайырлы принциптермен сәйкес келмей жатады. Неге десеңіз, оның ішінен шыққан құндылық ол бүкіл өлшемдерді мен және Құдай деген өлшеммен өлшейді. Оған сіздің бүкіл шарттарыңыз сәйкес келе беруі міндет емес. Егер ондай шарттарды сәйкес келтіре беремін десеңіз, әр адамның Құдаймен өлшемі әртүрлі. Онда бәріне уникалды бір не тауып беру ол да қиынға түседі. Сондықтан да жалпы зайырлы қоғамдарда діни құндылықтарды жоққа шығармайды, егер ол құқықтық шекараларын асып кетпесе. Сонда мынандай бізде позиция болу керек. Кез келген қоғамның, кез келген мемлекеттің өзінің қабылданған заңдары ол мемлекеттің территориясына кірген кезден басталады. Сол кезде егер сіз сол қоғамда өмір сүремін десеңіз, сол шарттарды орындайсыз. Мысалы, менде жаңа сұрақ туып жатыр, жаңа сіз айттыңыз. Мысалы, біз жақсы бет-аузын тұмшалаймыз дедік. Тұмшалағанға қарсымыз, оны жаңа заң бойынша ашқызамыз. Мысалы, шетелден сол мәдениетке тән бір адам келсе, мысалы, ұлттық құндылығы бет-аузын тұмшалау. Олар Қазақстанның шекарасына кірген кезде бет-аузын аша ма, жоқ, өздерінің құндылығы шеңберінде осы жауып кіре ма? Жаңа дипломатиялық корпустың өкілдері болуы мүмкін. Басқа да жағдайлар болуы мүмкін, мысалы кейбір қоғамдарда бар ғой. Сонда дипломатиялық корпус протоколы бойынша жүре береді ғой өзге. Көрдіңіз бе, сол нәрселердің барлығы ертең қоғамда сұрақ тудыруы мүмкін. Туристерді қайтеміз дейсіз. Туристер бар, басқалар бар мысалы. Мысалы, біздің кейбір әйелдер мысалы Иранға барған кезде Иранның заңдары бойынша басына шәл салуы мүмкін, орамал салуы мүмкін. Ол мысалы дінге қатысы жоқ, бірақ Иран заңдары бойынша жабылып жүру керек болса, ол жабылып жүреді мысалы. Бұл жерде қарапайым шешім бар сияқты. Мысалға, сіз қазір Айя София мұражай мешітке айналды ғой. Ол жерге орамал киіп кіруіңіз керек. Жоқ, келген туристердің бәрі сол тәртіпке бағынып жатыр ғой. Көрдіңіз бе, енді сол мәселе, сол үшін де бұл жерде жаңағы қоғамның санасы, діни санасы көтерілу керек деген мәселені айтқым келіп отыр. Яғни қоғамның діни санасы көтерілмейтін болса, әр адам өзінің ішіндегі діни түсінікпен қоғамдағы болып жатқан дүниені өлшейтін болса, қайшылықтар туа береді. Яғни біз жаңағы қорқып отырмыз ғой, белгілі бір топтар бұған әрине қарсылық тудырады. Бұл жерде мына мәселе бар да, егер сіз қандай да бір дін деп, діни атрибутика деп қарайтын болсаңыз, қоғамда оған заң бойынша оған тыйым салынатын болса, екінші бір таяқтың екінші ұшы бар. Міне біздің мемлекет дінсіз деген. Яғни діндар мен мемлекеттің ортасына не қояды? Енді таңдау қояды, не болмаса жаңағы бұл дінсіз мемлекет деген діни тұрғыдан пәтуа шығаратын болса, ол дінсіздікке қарсы күресу керек деген сияқты нәрселер тудырады. Сыртқы күштерден ба? Сыртқы күштер болсын, сол жаңағы өздерінің діндар ұстанған адамдар болсын. Мен мысалы діннің өзінің ішінде көптеген ұғымдар бар ғой жаңағы. Біз енді қазіргі кезде көп қолданбаймыз. Мысалы радикал топтарда бұл өте жаңағы мода, сәнге айналған ұғымдар, мысалы дін үшін күрес деген. Құдайдың діні үшін күрес. Құдайдың дінімен күресіп жатқандармен сен де күресуің керексің. Жихад. Енді қасиетті соғыс деген сияқты, басқа деген сияқты. Ол қандай жолдармен анықтамасын, ол жаңағы дін деген мәселеге ұғым кіретін болса, киімге қатысты. Осындай да позициялар пайда бола бастайды да. Сол үшін де бұл жерде бір жағы қауіпсіздік болғанмен, екінші жағында бұл жерде радикалды топтардың кең етек жаймауының алдын алудың да бір шарасы болу керек. Рахмет. Мына мәселеге қымбат көрермен назар аударуымыз керек. Бізде енді маска киіп жүретін, TikTokта рейф мәдениет деген бар, субмәдениет деген бар. Жаңағы капюшон киіп жүретінде мысалға өзінің бір сән үлгілері бар, киім үлгілері. Бұл шектеулер оларға да қатысты. Сол емес пе? Мысалы қоғамдық орында енді бет-аузын тұмшалап жүрсе, осы жағын түсіндіріп берсеңіз. Содан кейін Наурызбай мырза ақыры екі сұрақ бір-біріне ұқсайды. Сондықтан кейбір жерлерде мысалға бет-ауыз тұмшалап жүруге рұқсат етілген жерлер де бар осы заңда, заң нормасында. Оны да түсіндіріп берсеңіз, мысалы ол қалай? Бір жерде болады киім киюге, бір жерде болмайды деген сияқты. Бұл жерде мына мәселені қарау керек. Бұл заң бірінші осындай қоғамдық қарым-қатынастарды реттеудің заңдық негізін қалайды заң. Яғни заң қабылданып жатса, сол баптар осындай қарым-қатынастарды реттеу үшін заңдық негіз болады. Оны әрмен қарай заңнан туындайтын шаралар болады. Немесе заңға тәуелді нормативтік құжаттар қабылданады. Міне сол жерде қазір ол
арнайы нақтылану керек четко. Өйткені егер түсініспестік болса, оның арты келіспестікке апарады. Келіспестік деген ренжісуге апару мүмкін, ренжісу жанжалға апару мүмкін, жанжал шешілмесе қақтығысқа апарады. Сондықтан мынау қазір осы заңды дайындаушылар және басқа да мемлекеттік органдар, депутаттар бар. Сол осы заңнан туындайтын құжаттарға көп назар бөліп, соны жақсы жаңағы зерделеніп, сарапталып шығуына қазір үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Оның қазір енді осы жұмыс, осы айтылған мәселелер бүгін ғана емес, бұған дейін де жаймен ақпарат жетіп жатыр, хабарласып жатыр, ұсыныс қылып айтып жатыр, депутаттарға да шығып жатыр. Сондықтан осы мәселе қазір мен ойлаймын бір заңға тәуелді норматив құжаттарды нақты көрсетілу керек. Яғни ол заңның ішінде оны кіргізетін болсақ, ертең мынау мәселе болғанда оны өзгерту де қиын болып қалады. Уақыт керек болады. Ал ережеде оны енді белгілі бір соған жауапты өкілетті органның арқылы оны өзгерістер енгізуге болады. Өйткені заңды өмірге араластыра бастағанда оның кейбір әттеген мәселелер шығады ғой. Ал заң орындалу үшін ол түсінікті әрі орындалу оңай болу керек. Бізде көбіне осындай заңдарды қабылдаймыз, оны көбісі түсінбей жатады және орындалуына көп кедергілер қалыптасады. Ол заңның өзінен де пайда болады. Сондықтан қазір президенттің өткенде қабылдаған жарлығы да сол мына заңдағы бюрократиялық нелерді азайту деген сөз негізі. Сондықтан сұрағыңызға жауап сол құжат дайын болғанда нақты жауап беруге болады. Яғни ертең мысалға бұл норма енгізілгеннен кейін азаматтар негізі бізде азаматша деп айтып жатады, әйел адамға да еркек адамға да тіл бойынша азамат деп жоқ. Сондықтан азаматтар ертең ниқап жамылып жүрсе, немесе жаңағы бет аузын бүркеп жатса, жаппай рейд басылады деп алаңдауға әзірге ешқандай негіз жоқ. Оған айыппұл салына ма, қылмыстық іс қозғала ма, бұған да ешқандай негіз жоқ. Әлі дауран басудың қажеті шамалы. Негізінен мына киімге қатысты мәселе, діни киімге қатысты мәселе бүгін басталды деп, немесе ертеректен басталды деп айту тағы қиын. Мысалға Ауғанстанның, Иранның киіміне еліктеп киіну. Ауғанстанның өзі де, Иранда мысалға алып қарасақ, 1979-60 жылдардағы революцияға дейін оларда зайырлы мемлекет болды. Кейіннен ғой бүркеніп алғаны. Жаңағы діни мемлекет, ислами мемлекетке айналғаннан кейін. Айтайын деген сұрақ мынандай. Бізде қалай алып қарасақ та, мына TikTok болсын, әлеуметтік желі болсын, әлбетте қоғамның барлық бірдей көңіл күйінің немесе қозғалысының көрсеткіші емес, дегенмен де жаппай болмаса да белгілі бір пайыздық деңгейдегі бір көрсеткіш деп айта аламыз ғой. Қазір қарасаңыздар, жастар арасында осылай киіну, яғни арабтың киімін, ауғандық киімдерді, ирандық киімдерді киіну сәнге айналып бара жатыр. Тіпті ер азаматтардың өзі де мысалы арабша киінуді сәнге айналып, бұған қоғам қандай реакция білдіреді екен деген былайша айтқан кезде видеолар өте көп әлеуметтік желіде. Бұлай өзге ұлтқа еліктеу, жаппай еліктеудің ақыры қайда баруы мүмкін деген сұрақ қойсам дұрыс бола ма, жоқ па? Енді жаңағы мен өзім жауаптардың ішінде де мәселені айттым. Жалпы қоғам, жаңағы заң бұл қоғамдағы белгілі бір тек қана тәртіп емес, қоғамдық құндылықтарды дәріптейтін де бір жүйенің бір жиынтығы болу керек. Себебі бізде ұлттық мемлекет деген түсінік бар, ұлттық дәстүр, салт, мәдениет деген түсініктер бар. Осылардың барлығы бірыңғай болған кезде қоғамда өмір сүруде жеңілдей түседі. Яғни біздің ұстанатын дәстүріміз бірдей болса, біз бір-бірімізді жатсынбаймыз және бір-бірімізді тануға көп уақыт кетпейді. Сондықтан да қоғамда осы нәрселерді біртіндеп дәріптеу, қоғамға зиян немесе жат мәдениеттерді, салттарды, дәстүрлерді қоғамның өзінің жеке иммунитеті бар, қарсы шығатын, жоққа шығаратын, болмаса жаңағы заңмен белгілі бір жаңағы жүйеге келтіріп отыратын да құралы бар. Сол тұрғыдан осы нәрсе өте маңызды. Неге десеңіз, мен жаңа діни сана деген сөзді бекер айтқан жоқпын. Себебі адамдардың белгілі бір деңгейде діни санасы көтерілмеген кезде олар діндарлықты белгілі бір құралдармен ғана өлшейді. Сақалмен, балақпен, киіммен. Содан кейін жаңағы белгілі бір мемлекеттердің өздері діндарырақ деп санаған мемлекеттердің мәдениетімен солай өлшейді. Ал ол негізінде біздің қоғамға, қоғамның жеке қоғам ретінде немесе
мынау қазақтың жеке ұлт ретіндегі ерекшеліктерін жойып жіберу қаупін тудырады. Ал бұл өз кезегінде жалпы қоғамның басым бөлігін құрайтын қарапайым халықтың наразылығын тудырады. Ал бірақ бұл бір жаңа сіз айтқандай сіңе беретін болса, қоғамда жаңағы қалыпты жағдайға да түсіп қалуы мүмкін. Бұл кезде біз кішкене өзіміздің болмысымыздан ажырап қаламыз. Неге десеңіз, ондай ұлттар кездеседі. Өзінің бұрынғы дәстүрін жоғалтып алған, бірыңғайлығын жоғалтып алған. Жаңа сіз айтып отырған қоғамдардың өзі кезінде өздерінің ерекшеліктері болған. Кейін сол жаңа идеологияның ықпалында қала. Иранның өзі мысалы қызылбастар. Иә, олардың мәдениетін білесіздер ғой. Ал қазір қандай болды? Мысалы Ауғанстанның жаңағы сіз айтып отырған 70-75 жылдардағы мәдениет қандай болды? Қазір қандай болды? Бұның барлығы жаңағы радикалды идеологияның діндарлықтың пердесінің артында кіруі, олардың былайша айтқанда қоғамын кейін қарай кетіруге үлкен ықпал жасады. Себебі бұндай топтар қалыптасатын болса, ғылым шегеріледі, мәдениет шегеріледі, өркениет, өндіріс шегеріледі. Ал ондай нәрселер шегерілетін болса, ол қоғаммен саяси ойын ойнау жеңіл. Ол қоғаммен жаңағы өз мүддеңе пайдалану жеңіл. Себебі қоғамның көзі ашық болған сайын, ол қоғам өзін-өзі басқару және өз мүддесінен жіберіп алмау деген нәрсені өте жоғары деңгейге көтеріліп кетті. Сол үшін де саяси тұрғыдан болсын, осындай нәрселердің енгізілуі, мысалы қараңызшы, тарихи тұрғыдан қарасаңыз, ислам қоғамына бұл нәрсе қай кезден бастап кіре бастады? Қай уақыттан бастап ислам фатализмге ұрынды? Қай уақыттан бастап ислам діндарлықты тек киіммен өлшейтін жаңағы жағдайларға түсті? Демек, біз оны исламнан көре алмаймыз. Ол белгілі бір идеологияның нәтижесі. Себебі орта ғасырлардағы ислам ғылымы деген әлем бойынша өте жоғары деңгейде болды. Егер сол нәрсені біз қазір қайтадан жаңғырта алмайтын болсақ, исламның шынайы жаңағы ғылыми ұстанымдарын жарыққа шығара алмайтын болсақ, онда жаңағы идеологиялық, фаталистік көзқарастарын неге алып барамыз, алдыңғы жолға шығарамыз да, діндарлықты сондай өлшемдермен өлшеп, сосын ортаға от жағуға өте жақсы жағдайлар. Яғни Сириядағы жағдайды қарасаңыз да, Ауғанстандағы жағдайды қарасаңыз да, Ирактағы жағдайды қарасаңыз да, Кавказдағы жағдайды қарасаңыз да, кілең өркениетті немесе нені басқа өлшемдермен өлшеу. Жаңа сіз айтқан киім. Ал бір қызығы, біздің қоғамда бір енді кемшілігіміз деп айтпай-ақ қояйық, мүмкін бұл бір жақсылық жағдайда бар, тез бейімделу деген. Оны екінші бір атаумен атасақ, еліктеу деген нәрсе бар. Бұл нәрсе шын мәнісінде бізге келмейтін шаруа. Яғни біз мысалы жаңа өзіңіз айтқандай қазақтың ұлттық киімдерінің ішінде кимешек, басқа да көптеген жаңағы атаулармен кірген жаңағы әуретшілерді жабатын құралдар, кейін ол хиджаб деген мода сөзге айналып отыр. Былай қарасаңыз, бұл формасы тұрғысынан да, атауы тұрғысынан да біз қанша ғасыр мұсылман болсақ та біздің қоғамда болмаған ұғымдар. Неге? Себебі оның барлығы жаңағы сіз айтқан еліктеушіліктен келген нәрсе. Ал осының енді біз әлеуметтік желілер жастардың қызығушылығын тудыра береміз. Жастар жаңашылдыққа еліктейді. Ол азғындық жағынан болсын, радикалды жағынан болсын, жастар еліктей береді. Сол үшін қоғам осы нәрсені реттеп, бірінші ағартушылық жағынан, екінші біздің ұстанымдық жағынан, ақпараттандыру жағынан, өйткені бәріне діни білім беру мүмкін емес қоғамда. Осыны егер жан-жақты жүргізетін болатын болса, әрине мемлекет бұны кейде өз қолымен жасай алмауы мүмкін, өйткені мемлекет жаңа діннен бөлінген деген статуста ғой. Бірақ жаңа белгілі бір діни бірлестіктер арқылы осы нәрселер жасайтын болса, жастардың бағыт-бағдарын айқындауда өте маңызды нәрсе. Неге десеңіз, болашақтағы біздің діни бірегейлігіміз деген үлкен сұрақ туындап отыр қазір. Өйткені біз ертең қайтыс болған адамның жаназасына бұрынғы түсінік сияқты бара аламыз ба, бара алмаймыз ба? Сіз жаңағы егер бетін бүркемелейтіндердің идеологиясымен қарайтын болсаңыз, туыс-туғандарына айтпай, сүйреп апарып түн ба кім ба қарамай көміп тастау деген нәрсе бар. Ертең одан кейін оның басына барып Құран оқуға болмайды. Ертең олардың басына белгі қоюға болмайды. Осымен біз бұрынғы мысалы мазарат, қабір мәдениетін жоғалтамыз. Өйткені басқа қоғамдарда ол қабылданбайды. Сол үшін де осының жаңа тек қана атрибутика деген нәрсе былай жаңағы үстінде көрініп тұрған нәрсе болғанмен, оның астында қанша идеология бар. Соларды біртіндеп шешу деген мәселегер, бұл нәрсені біз ағартушылық жолмен, түсіндірушілік жолмен, азаматтарға жаңағы ой бауырым бергеш, сен теріс жолда жүрсің деген сияқты нәрсемен шеше алмайтын болсақ, заңды құқықтық жолдармен де ақырындап оларға түсіндіруге болады. Біз жеке мемлекетпіз, біздің мәдениетіміз бар, дәстүріміз бар, салтымыз бар. Біз өркениетке сол өзіміздің ерекшеліктерімізбен кіруіміз керек. Ал егер біз оны жоғалтып алатын болсақ,
Онда біз ертең басқа ассимиляцияға өмірі тарихта түспеген халық ертең осыған түсіп кету қаупіміз бар. Жаңағы мен айта алмаймын, біреулер бізді жаулап алады, бір арабтар келіп бізді өзінің жоқ, қалай болмаған кезде де біз өзіміздің болмысымызды жоғалтуымыз деген сөз дүбәра халыққа айналуымыз деген сөз. Ол мейлі тілдік жолмен болсын, мейлі ол діндік жолмен болсын, мейлі ол мәдени жолмен болсын. Мысалы біз қалай жаңағы бір жыныстылар деген қалай қарсы боламыз қоғам? Тура сол сияқты басқа қоғамның жаңағы діни атрибуттары деген мәселеге де біз іштей қаншама қарсы боламыз. Неге десеңіз, өйткені біз ол ертең ұрпақты жоғалтып аламыз. Қыз деген нәрсенің статусын жоғалтып аламыз. Өйткені ол мен жаңа мындай қорқыныш бар. Егер біз оларды бетін тұмшалап көшеге шығуға рұқсат бермейтін болсақ, олар қамау процесін қолға алады. Жаңа сіз айтып отырған дін өкілдері айтады, саған бетіңді ашып шығуға болмайды, значит менің көшеге сенің бетіңді ашып шығуға рұқсат етпеймін дейді. Ол қыздар өмір бақи жарық көрмейді ертең. Көшеге шықпайды, үйінде отырады болды. Ондай отбасылар көп па бізде? Баршылық. Біз енді статистиканы нақты айтпаймыз, бірақ бұл нәрсе кеулеп бара жатыр. Сіз қазір мысалы мектепке барып балаларды күтіп алған кезде ата-аналардың ішінен қараңыз, әсіресе батыс өңірлерінде қаншасы жаңа бет-аузын тұмшалап келеді. Олардың барлығы ертең көбейе беретін болса не болады? Біз бөлек бет-аузын жабатын мектеп ашамыз дейді. Біз ертең көтерілді ғой ондай мәселе. Енді көтеріледі. Бұның барлығы жайдан-жай дүние, бір ғана бір заңның бір тармағы емес, бұл жерде үлкен күрделі мәселелер бар. Сол үшін де осы нәрселерді ақырындап құқықтық жолмен ертерек реттемейтін болсақ, ертең шамамыз келмей қалуы да мүмкін. Өйткені басқа дем беретін топтар бар, дем беретін елдер шығуы мүмкін. Осыны сұрайын дегем. Наурызбай мырза, Кеңшілік аға, сіздер қалай ойлайсыздар? Бізде өзі жік-жікке бөлініп кеттік. Былай қарасаңыз бір ұлтпыз, бір ұлтпыз. Атеист те бар, агностик де айттыңыз, жаңағы исламистер де бар. Руға бөлінгеніміз жарайды, ол өз жайында. Одан кейін бізде сақалдың өзін рабочий, не рабочий деп бөлеміз. Жаңағы топтар бар дедіңіз ғой, біз өзіміз сол бөлінуге бейім ұлт болып кеттік пе, жоқ әлде бізді бөлінуге бейімдеп жатқан күштер бар ма, қалай ойлайсыздар? Мен бір сөйлем айтып жіберейін, сосын Наурызбай мырза жалғастырар, енді тереңірек. Жалпы бұл жерде мына нәрсе бар. Біздегі қоғамдағы бір үлкен сұрақ туындап тұрған дүние, бізде ұлттық идеология деген нәрсенің басы әлі ашылған жоқ. Мен түсінігім бойынша. Себебі мемлекет жасайын десе, көп этникалық қоғамда қалай жасайды деген мүмкін олар да білмейтін шығар. Басқа ұлттардың мүддесіне қалай қараймыз деген мәселелерді. Екінші жағынан қазақ қоғамның өзінің тәуелсіздіктен кейінгі тілдік, дүниетанымдық, құндылықтық идентификациясы да әртүрлі болды. Олардың арасында жасау өте қиын болды. Үшіншіден біз рухани тұрғыдағы идентификациямызды жаңғыртып үлгерген жоқпыз. Яғни біз қай бағытпен жүреміз? Біз өркениет құндылықта біздің мысалы малайлар сияқты киіміміз бар ма? Немесе жаңағы түркмендер сияқты ұлттық мәселені мектепке дейін енгізе аламыз ба деген сияқты сұрақтар күштеп болсын, өйткені басында адамдар түсінбейді. Сосын ол бірте-бірте бойына сіңісіп құндылыққа айналып кетуі мүмкін, қалыпты жағдайға айналып кетеді. Сол сияқты таза тоталитарлық жүйенің нелері ғой. Енді тоталитар болсын, кейбір кезеңдерде осындай плюрализммен қарағанда бірыңғайлықтың да ертеңгі жеңіс тұрғысынан көп нәрсеге алып баратын сияқты. Егер мысалы біз ертең діни радикализмнен зардап шеккен кезде Түркменстанда проблема болмайды. Ертеңіз олар басынан бастап былай істеп болды. Мүмкін олар экономикалық жағынан, өркениеттік жағынан бір-екі қадам артқа қалған шығар. Бірақ ішкі рухани тұтастық жағынан олар ішіне ешкім сынаға қалмайды. Бір түркменді екінші түркменге айдап сала алмайды. Анау кәпір намаз оқымайды, барып бауыздап кетті деп айта алмайды. Сондықтан да бұл жерде Өзбекстанда бұл мәселені біраз күштік жолмен шешу алды деп ойлаймын кезінде. Біз осы инвестициялық, экономикалық немесе ашық саясат деген дүниені шетелдік, ол жағынан біз көп нәрсеге жетістікке жеттік. Өркениеттік жағынан көптеген көрші елдер бізге келіп таңырқайды. Бірақ рухани жағынан біз үлкен минустамыз. Сол рухани жағынан ертең идеологиялық тұрған, тәрбиелік тұрған мектеп деңгейінде, бағдарламалық деңгейде біз ұлттық құндылықтарымызды дәріптей алмасақ қазірден бастап. Осы плюрализмнің арты үлкен жаңағы идеологиялық текетіреске алып бару қаупі бар. Сол үшін де мен мысалы айтамын, қазір мысалы дін тану деген бойынша мектепте енгіземіз, сауаттылықты аштырамыз деген нәрселерді көтердік, бірақ ол да қызығушылық жоқ бізде. Яғни жастарға біз құндылықтық бағытта біз ата-бабамыз қандай дін ұстанған дегенді айтқызып жеткізе алмай отырмыз. Немесе біздің мәдени салт-дәстүріміз деген дүниені қазір соңғы кездерде қолға алып келеді. Кейбір мемлекеттер ұлттық белгілері бар
формаларды кию деген сияқты нәрселер келе жатыр. Болмаса жаңағы белгілі бір оқулар аясында жас балаларға жаңағы ұлттық менталитетті, ұлттық тәрбиені, ұлттық әдебиетті беру деген нәрселер келіп жатыр. Бұл нәрселер менің ойымша егер жаппай жүргізілмейінше, балаларға бағыт бағдар бермейінше, бұл жаңағы жік-жікке бөліну деген өзіңіз айтқан дүние үлкен трагедиялық жағдайға ұласып кету қаупі бар екен. Өйткені неге десеңіз, әрбір жіктің артында үлкен топ бар. Сенім түрде айтып отырсыз. Сенім түрде айтамын. Мен сізге айтайын, әрбір діни ағымның артында кейде мемлекет тұрады. Сіз ол діни ағымға тыйым салған кезде ана жақтан сізге ескерту келеді. Діни сенім бостандығын аяққа таптап жатсың деген. Сондықтан да көрдіңіз, бұл жердегі дін деген дүние тек қана бір құндылық, Құдай мен адамның арасындағы байланыс деген дүниеден шекарадан шығып кетіп, саяси мәселеге шейін түсіп жатыр. Себебі дін арқылы бөлшектеуге болады, дін арқылы қоғамда радикализм тудыру арқылы терроризм деген мәселені алып шығуға болады. Терроризммен күрес деген нәрсе ол әлемде үлкен бір саясат. Сондықтан да бұның барлығының астарында үлкен идеологиялық текетірес қақтығыстар жатыр. Енді мен білмеймін, мемлекеттік деңгейде бұл мәселелер талқыланатын шығар, ұлттық қауіпсіздік деңгейінде бұл нәрселер бақыланатын шығар, бірақ маман ретінде айтайын, қазіргі кездегі діннің құндылықтық қырынан көрі саяси қыры басым. Яғни мен Құдаймен арадағы мәселемді шешіп алуға ешкімнің шаруасы жоқ, және араласа алмайды даже. Өйткені ол жүректің ішіндегі мәселе ғой. Ал бірақ саяси тұрғыда мен сойыл соғатын болсам, жаңағы мемлекет мәселесі, кәпірлік мәселесі, күпірлік көшу мәселесі, мемлекеттен кетіп қалу мәселесі. Жаңа айттым, мысалы, қыздардың бетін тұмшалайды, егер сен оған рұқсат бермесең, мен онда тұмшалайтын рұқсат беретін мемлекет көшемін дейді. Яғни мемлекет мен үшін не онда? Онда мен қазақ ұлтының өкілі болуым қандай құндылық? Мен осы мемлекеттің болашағымын деген қандай құндылық? Онда құндылық жоқ ода. Онда жалғыз құндылығы бар, ол жаңа бетіндегі бір қарыс шаршы шүберек сата салады деген сияқты. Болмаса жаңағы джихадқа, Сирияға көшіп кете салады деген сияқты. Ол жерде біз қандай патриоттық не бере аламыз? Бұл мемлекеттің азамат ретінде қандай оған құндылық сіңіре алдық? Сондықтан да осы нәрсенің арасын өлшеп, тек қана заңдық жолмен емес, құндылықтық жолмен де мемлекет белгілі бір бағыт бағдарларды ақырындап қолға алу керек деп ойлаймын. Егер біз осыны қолға алмайтын болсақ, жастарға бере алмайтын болсақ, онда жастар жаңағы біреулер Кореяның несіне еліктеп, біреулер Европаның құндылықтарына еліктеп, біреулер ертең мен отбасын құрмаймын, ол менің құндылығыма жатпайды деген сияқты нәрсеге алып барып. Қазір ол да бар қазір. Көрдіңіз ғой, бір жақты тек қана діннен емес қой. Адам санын көбейтпеймін деп. Көбейтпеймін дейді. Мысалы, даже қазір кішкентай қыздармен сөйлесеңіз айтады, мен не үшін біреуге тұрмысқа шығуым керек дейді. Біреудің ұрпағын көшіруім керек дейді. Мен адам ретінде жеке өзім бақытты өмір сүруге хақым бар ғой дейді. Заң тұрғысында хақы бар ғой. Ал бірақ құндылық деген қайда қалады? Мәдениет деген нәрсе қайда қалады? Біз ұлттық мүдде, мемлекеттік мүдде деген нәрсе қайда қалады? Ертең оның болашағы деген нәрсе қайда қалады? Сондықтан да мемлекет тек қана жаңағы робот сияқты заңдарды ғана реттеп отырады деген нәрсе емес. Бұл жерде үлкен бір ортақ мүдде деген нәрсе, руханият деген нәрсе, идеология деген нәрсе бар. Сол нәрсені ақырындап мен ойлаймын, өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай, біреулердің де намысына тимей, өз мүддеміздің мүмкіндігінің шеңберінде қолға алып, ақырындап осы нәрсені дәріптей беретін болсақ, ешкім бізге тәйт дей қоймас деп ойлаймын. Тіпті тәйт деген күннің өзінде, жаңа Наурызбай мырза айтқан сияқты, әр мемлекеттің өзінің бағыт бағдарын айқындау құқығы бар ғой. Мысалы, мен егер мемлекеттің болашағына зиян деп көретін болсам, онымен күресуге мүдделі болуым керек қой. Сондықтан да осы нәрселерді шешетін болса, тек қана жаңағы заң шеңберінде немесе жаңағы бір хиджабтың шеңберінде емес, бұның астарында үлкен нәрселер жатыр. Сол нәрселерді ақырындап қарастыратын болса, мен ойлаймын, ертеңгі ұрпақтың болашағы мемлекеттің болашағы. Сондықтан да мемлекет бүгінгі күннің тыныштығын ғана қамтамасыз етуге міндетті емес, ертеңгінің алғышарттарын жасау керек. Ал ол алғышарттардың ішінде біз бетпе-бет кетіп отырған өте көп қауіптер бар. Өте орынды мәселе. Жалпы мына құқық деген түсінікте табиғи құқық деген бар. Сосын номиналды құқық деген бар. Табиғи құқық адамның өзі табиғатынан, жаратылысынан адамның өзімен бірге келуі мүмкін. Адамның дүниеге келуі да, мысалы, өмір сүру құқығы мәселелері. Екінші, сол қатынастарды реттейтін номиналды адамдардың өздерінің кәдімгі дүниеге келтіретін заңдары, заң шығарушы органдар арқылы. Мен кейбір кезде осыны ойланам. Жаңа Кеңшілік мырза өте орынды қозғады мәселені.
біз өзіміздің еліміздегі өзіміздің жаратылысымыздағы табиғи құқығымыз үшін күресуге құқығымыз бар. Ол мемлекет күресуге құқығы бар. Біздің өзінің ата-бабамыздан дәстүрінен ұлы дала анау несінің өркениетінен келатқан, жалғасып келатқан, ұрпақ сабақтасып келатқан құндылықтар бар ғой. Біз неге сол құндылықтарды егерде әрмен қарай жалғастырып ұстап тұра алмасақ, онда біз әртүрлі құндылықтардың адам түсінбейтін, адам көруге ұялатын, естуге ұялатын, ұстауға ұялатын құндылықтардың жетегінде кетіп қаламыз. Ол қоғамды ыдыратып, оны әркім өзінің ыңғайына қарай сүйреп, қалай болса солай илеуіне мүмкіндік тудырады. Жаңа кеңшілік оны өте орындайды. Сондықтан мынау әлемдегі қазір үлкен қақтығыстар, өркениеттер қақтығысына байланысты болып тұр ғой. Бұрынғыдай бір мемлекет пен мемлекет шекара болып мысалы бөлініп алып, қазір бір өркениеттердің арасында тартыс. Ол өркениет мемлекет емес, бір мемлекеттің ішінде тартыс болуы мүмкін өркениеттер. Ал соның барлығын ортақ құндылыққа жаңағындай әкелетін болсақ, сол жердің өзінің дәстүрімен келген, салтымен келген құндылық. Ол ұлттық идеологияның негізі ұлттық құндылықтардың болу керек деген мәселенің бағыт-бағдары біршама мәселе кеше соңғы өткен Көкшетаудағы, Бурабайдағы құрылтайда қозғалды спикерлердің тарапынан. Өте орынды қозғалып тұр. Біз енді осыған ашықтан ашық жаңағындай басқа ұлтты, басқа құндылықтардың бәріне қарсымыз деген мәселе емес, бірақ біздің бәрімізді біріктіретін бір ортақ құндылық керек қой. Біз қалай мысалға бір аулада тұратын, әркім өзінің құндылығы өмір сүретін ол балаға қандай орта қалыптастырамыз? Ол мемлекетте сондай. Сондықтан дінге бөлу, немесе этносқа бөлу, конфессияларға бөлу, ол әркімнің несіне бір құзыретіндегі сол арқылы мемлекеттерге араласу деген емес, ешкімде құқық берген жоқ. Әр мемлекеттің өзінің заңы бар, халқы бар, билігі бар, саяси жүйесі бар, экономикалық құрылымы бар. Сондықтан және сол мемлекетті қалыптастыратын мемлекет құраушы ұлт бар. Қазақстанда мемлекет құраушы ұлт ол қазақ ұлты. А қазақ ұлтының өзінің ата-бабадан дәстүрі бар, құндылығы бар. Соған үйлесімді өмір сүрсек, онда Қазақстан біртұтас, бәріне бір ыңғайлы, бір шаңырақ болатыны рас. Ал енді жаңағындай әртүрлі атрибутикаға байланысты. Мен енді бір мысал айтайын. Менің әйелімнің әкесі молда болған, соғысқа қатысқан. Оның әкесі де дін ұстаған Совет үкіметінің кезінде, енді қожалар дейміз ғой. Сол айтады, атам айтатын, әкем соғыстан келген кезде, бізден соғыстан кейін ол кісі үлкен кісі ғой дейді, сол ораза ұстады дейді. Соғыстан кейін бір жылдарды бір ораза шілдеге келіпті. Сонда оны ешкім білмейді, оны оразастайтын, үйдегі біз ғана білеміз дейді. Түнде таңертең сәресін ішеді. Сталиннің қылышына қан тамып тұрған кез. Күндіз колхоздың жұмысында азаннан кешке дейін кетпен шабады, егінші. Сол өз үйдегі ғана біледі, ешкім айтпайды. Даже көршіге де айта алмайды. Соны сұраймын, сонда қалай ол, не үшін ұстады ол дінді деймін да, ешкім білмейтін болса. Сонда ана кісі 4 класс білімі бар кісі. Сол айтты, дін ол адамның жеке жұмысы ғой деді. Оның біреуім неге міндетсінеді ол деді. Мен дін ұстап атырмын деп мақтану керек қой деді. Ол жүрегімдегі нәрсе деді. Міне соған көз жетіп тұр ғой ана кісілердің діннің шынайы, діннің қандай екенін біліп тұр. Ал жаңағындай жарнамалау арқылы оны біреуге тықпыштау, өркениеттің арасына соны келіп өзінің бір дүниесін араластыру деген, мен ойлаймын, ол діннің өзі дәл ондай бағыт ұстамайды. Өйткені ол діннің өзі жалпы адамзаттық гуманистік принциптерге негізделеді, үйлестірілген ғой. Неге Ахмет Яссауи кезінде осы дінді әрмен қарай ұлы далаға, осы жергілікті халықтардың мәдениетімен, ұстанымымен үйлестіріп әрмен қарай жаңағы таратуға жол ашты. Өйткені ол мысалға ұлы даладағы біздің бабаларымыз ол әртүрлі нәрсеге салауатты қарай білген. Өйткені сондай көшпелі, ол мәдениетті бәрін түсінетін өзінің ұстанымы бар сондай халықтар ғой. Сондықтан ол дін соған үйлескен кезде, халықтық дәстүрге үйлескен кезде, соған халық содан кейін бір көз жетіп оны қабылдай бастады. Әйтпесе Атылақ көт соғысынан кейін Ахмет Яссауи 500 жылдан кейін келді бұл далаға. Содан кейін бар дін. Сондықтан біздің халықтың дәстүрінде дінге қарсылық жоқ, бірақ ол дін біздің дәстүрге қарсы болмау керек. Жақсы айттыңыздар. Мынау тағы бір мәселе туады.
бұл бір өтпелі кезең деп ойламайсыздар ма? Өзі жалпы тарих, саяси тарих деп айтамыз ғой. Тарих пен саясат екеуі бір ғой, дегенмен де бір белгілі бір кезеңдер болады. Өзі ұлттың бір дінге қатты қызығушылық танып кететіні, зайырлыққа керісінше қатты қызығып кететіні мысалға. Бұл бір өтпелі кезең деп қарауға негіз бар ма? Қандай да бір? Менің соны сұрап отырған себебі тағы бір күштер бар. Мысалға қазір қарасаңыздар, қазақтың көпшілік жастардың арасында, орта буынның ішінде ұлттық киімді кию, қазақтың тақиясын, сәукелесін кию, мысалы чапан киіп жүру деген сияқты бір сәнге айналып бара жатыр. Оған қатысты не айтасыздар? Енді менің өзім пікірім бойынша, тарихшылар айтады ғой, тарих ол қайталаудан тұрады деп. Бірақ мен ойлаймын, тарих ешқашан тура дәлме-дәл қайталанбайды. Қайталану үшін қоғамдық сана сол деңгейде болу керек қой. Қоғамдық сана өзгергеннен кейін ол сырттай қайталанған сияқты көрінгенімен, шын мәнісінде кейбір кезеңдерде қайталанбай қалған жағдайлар да көп. Мысалы кезінде империя болған халықтар міндетті түрде ертең қайталанады, империя болады деген сөз жоқ. Не болмаса кейін кезінде бірыңғай идентификациясы болған халықтар кейін тағы да идентификацияға түседі деген жағдай жоқ. Бұрын басқа дінде болып, кейін мүлде басқа дінге өтіп кеткен қоғамдар өте көп. Сондықтан да тарихтың қайталануы тұрғысынан қараған кезде ол бір жұбатушылық тұрғысынан бұның барлығы өтпелі, ертең бәрі кетеді. Негізге ораламыз деген сөз. Негізге ораламыз, ертең өзіміздің ұстынымызды тауып аламыз, ертең бәрі осы дұрыс болады. Кейбіреулерде жаңағы мен енді дін бойынша көп жүремін, сол кезде кейбір айтып жатады, ағым деген бұл келеді, ағып кетеді, жоқ болып кетеді деп. Мен бұнымен келіспеймін. Даже ағын болып ағып кеткен күннің өзінде ол орнына із қалдырып кетеді. Ылғал болып сіңеді ол. Сіңеді, ол жерде ор пайда болады. Сондықтан да кез келген нәрсеге сондай жұбатушылық тұрғыдан, енді шарасыздықтан да кейде жұбатушылық болуы мүмкін адамда. Сол нәрсеге қарап отыратын болсақ, ертең ол нәрсе біз ойлаған сияқты болмаса, біз өкініп қаламыз. Сол үшін қандай болмаған кезде де біздің қоғамның діни бірегейлігі тарихта өте көп қайшылықтарға түсіп, соған қарамастан мызғымай келе жатты ғой. Ал енді қазіргі тәуелсіздіктен кейінгі діни бірегейлікке төнген қауіп, бұл алдындағы кезеңдегі діни бірегейлікке төнген қауіптен қарағанда әлдеқайда күрделі. Мысалы, жаңа сіз айттыңыз ғой, мемлекеттік құраушы ұлт, қазақ ұлты. Қазақ ұлтының діни бірегейлігіне қатысты тарихта бірнеше проблемалар болды. Жоңғарлармен де, патшалық Ресеймен де қаншама. Бірақ ол кездегі біздің діни бірегейлігіміз ол халықтармен ассимиляцияға түсуге мүмкіндік берген жоқ. Ал қазір бізде ондай иммунитет бар ма? Сондықтан да біз қазір шоқынған қазақтар көп, тарихта болмаған шоқынған қазақтар көп. Оның барлығы ертең біздің діни бірегейлігімізге қызмет ете ме, құндылығымызға? Себебі діннен ажыраған кезде ұлттық құндылықтарды да назардан шығарып алатын жағдай көп. Яғни біздің дін деген кезде жай бір ислам діні бір арабтарға түскен, бір Мұхаммед пайғамбар әкелген, Құран арқылы келген сондай дін деп сондай бір шаблон бар ғой бізде. Бірақ қалай болмаған кезде бұл біздің ұлттық болмысымызбен сіңісіп кеткен құндылық. Дүниеге келгеннен өлгенге дейінгі қатынастарымызда. Оның барлығымыз егер мансұқтап жіберетін болсақ, ертең бұл нәрселерде біздің құндылықтарымыз жоғалып кетуі мүмкін. Көңіл айту деген нәрсе, дұға жасау деген нәрсе, жаңағы өлім мен тірінің қатынасы деген мәселелер. Сондықтан да бұның барлығы жай бір осы бір кезеңдеп отыратын дүние емес. Менің ойымша бұл керісінше біз соған көбірек қазір ұлт болып, халық болып бірлікке көбірек жұмыс жасайтын кезең бе деп ойлаймын. Яғни осы кезеңнен аман-есен өтіп кету үшін жаңа иммунитет кезінде мынау Мұстафа Шоқайдың Жас Түркістан деген газеті шығып тұрған кезінде. Сол кезде оның бір мақалаға көзім шалды, сонда айтады, біздің территориямызға бір діни ұйым көшіп келді дейді. Ол діни ұйым көшіп келді да діндерін тарата бастады дейді. Бірақ ешбір халық оның діни ұйымына кірмегеннен кейін ол Иран территориясына көшіп кетті дейді. Қараңызшы, иммунитет деген қалай? Сіз кіріп кетпей-ақ қойыңыз, жаңа ұстанбай-ақ қойыңыз, бірақ бөтен жат дүниеге деп бүйрегіңіз бұрмасын. Бізде құндылық, өте үлкен құндылық бар. Жаңа яссауиден келе жатқан үлкен дәстүр бар. Бұл дәстүрден тыс жақсы нәрсені тауып алам деген нәрсе қиял ол. Ол тек қана халықты бөлшектеуге қызмет жасайды. Кейде мен ойлаймын, исламофобтарға қарсы, исламға қарсы радикализм деп күресеміз деп қазір дінмен күресіп кеткен топтар да бар. Олардың да мәселесі біз қазақ ондай болмағанбыз, біз тарихымыз ондай болмаған деп бір жанашырлық сияқты естіледі.
бірақ ол да халықты бөлшектеуге алып барады. Себебі біздің тарихи бірегейлігімізді жойып отыр ғой. Тарихи ұлыларымызды жойып отыр ғой. Олардан кешегі Жүсіп Баласағұндардан бастап кешегі Абай Шәкәрімге дейін құндылықтарды жойып отыр ғой. Сондықтан да ол да бізге жақсы бір құрал емес. Радикал болмай-ақ қой, бірақ сен оған қарсы күреспей-ақ та қой. Неге десеңіз, біз ұлтты бөлшектеуге қызмет етсек, біз сыртқа қызмет етеміз деген сөз. Сол үшін біз ұлтты біріктіруге қызмет жасауымыз керек. Қандай болмаған кезде де. Жанашырлықтан туады, бірақ ол кейде саналы болмаса жауыздыққа алып барып ұлтқа қиянат жасап алуы да мүмкін. Сондықтан да адам өзі кішкене діни санасы көтерілу керек деп отырған мәселеміз. Сол үшін де біз осы дін деген дүниені өркениеттік тұрғыдан бағалап соған мән бере білуіміз керек. Жаңағы Наурызбай мырза айтып жатыр ғой, Құдаймен арадағы байланыс деп. Мен де айтып отырмын, Құдаймен арадағы байланыс. Бірақ өркениеттік қатынастарда құрмет, біз тарихи өзіміздің құндылықтарымызға құрмет деген нәрсе бар. Мысалы, сіз қазір аэропортта намаз оқитын жерлер бар. Сіз егер ойласаңыз, сен намазың Құдаймен арадағы байланысың деп намаз оқытпай қойсаңыз не болады? Ол да менің құқым ғой. Өзімнің діни сенімді жүзеге асыру үшін мен жеке өзімнің орным болса, ешкімге қиянат қылмай, өзім кетіп бара жатқан кезімде намазымды оқып алсам, ол да мен өзімді еркін сезініп, бір рахметімді айтамын ғой. Сондықтан да ондай нәрселерді мемлекет реттеп отырады. Сол үшін де жаңағы түбегейлі бөліну деген нәрсе, жаңағы Наурызбай мырза дұрыс айтады, мүмкін емес. Түбегейлі бақылаудан тыс қалдыру деген нәрсе мүмкін емес. Сол үшін осы нәрселерді біз ұлттық құндылығымызға қарай, өркениеттік құндылықтарға байланысты, мемлекеттің сыртқы ішкі саясатына байланысты реттеп отыратын болсақ, бағыт бағдарымызды және тәрбиемен бірге, онда біз осы нәрселерді, мен бір нәрсені үнемі айтамын. Өркениет деген нәрсе бар, бірақ тәрбие ескірмейді. Біз өркениет деп тәрбиеден кететін болсақ, мәдениеттен кететін болсақ, онда біз өзіміздің болмысымызды жоғалтып аламыз. Ол өркениет, ол қоғамның опатын алып келеді. Сол үшін де біз осы екеуін қатар ұстанып отыруымыз керек. Кім болдық? Тәрбие ретінде. Қайда ұмтыламыз? Кезіндегі алаштықтардың киіз үйдің есігін шығысқа, түндігін батысқа қаратып ашуының өзі, бұл сонда үлкен идеология болды. Ғылым мен білімді аламыз мына жақтан, бірақ тәрбиеміз шығысқа қарайды біз. Біз адамгершіліктен аттап кетпейміз. Аға деген аға, әне деген әне, әке деген әке, отбасы деген ол құндылық, ананың құрметі деген нәрсе. Мен демократиялық қоғамда өмір сүремін, 18-ге толдым, өзім білемін десе не болады? Сондықтан да осы нәрсенің барлығын ара-жігін ажырату үшін біз жаңағы рухпен бірге, рух деу мазмұн дейміз ғой, мазмұнмен бірге қозғалуымыз керек. Сонда өркениеттен де кеш қалмаймыз. Сіздің үлкен технологияға ие болуыңызға ешқандай тәрбиеңіз кедергі болмайды. Кейде айтады ғой, дін өркениетке кедергі деп. Ол дінді түсінген адамның түсінігіне байланысты кедергі. Әйтпесе мен Құдайдың нығмет ретінде қарайтын болсам, өркениетке ол маған неге кедергі? Бұл жерде мына жаңа сіз айтып отырған исламофобия дейді ғой. Исламофобтардың айтатын бір ылғиға өркениеттен ислам алыс деген мәселеге келген кезде ылғи айтатын бір аргументтер бар. Бұл Нобель сыйлығын алған әлі бірде-бір ислам ғалымы жоқ деген мұсылман ғалым. Ол жерде саяси мәселе тұрғысынан қарау керек. Саяси мәселе деп ойлайсыз ба? Нобель сыйлығын кім таратады? Екіншіден, ислам әлемі кімдердің бодандығында қалды? Бодандаушы мемлекеттер ол жерде ғылым мен білімді дамытты ма? Неге бодан болды? Енді әртүрлі саяси жағдайға түсіп қалды. Өтірі саяси жағдайға түсіп қалды. Неге десеңіз, бұл жерде мұсылмандардың да кемшілігі жоқ деп отырған жоқпын. Мұсылмандардың кемшілігі де шаш етектен, бірақ қалай болмаған кезде де бодандаушы мемлекеттер, бодандықтағы мемлекеттерді ғылым мен технология жібермейді. Екіншіден, мұсылмандардың дүниетанымында қателікке ұрынған біріншіден жаңағы идеологиялық шабуылдар жасалды бірінші. Бұл жаңағы Құдайдың тағдыры деген мәселе ұрынды олар, фатализмге. Бұйырған кетпейді, жүгірген жетпейді деген. Бұл нәрсе исламда ондай нәрсе жоқ қой. Сондықтан да осы жерде дұрыс ашпайықшы. Осы жерде мына нәрсе бар. Жалпы кез келген шарасыз қоғам өзінің діннің қағидаттарымен ақтап алудың жолына кетеді. Сіз кедей болсаңыз, менің маңдайыма Құдайдың бұйыртқанын мен не істеймін дейсіз мысалы. Бұл касталық бөліну ғой кәдімгі. Касталық бөліну. Яки үндістер сияқты, үнділер сияқты. Бұндай атрибуттар діннің ішінде кездеседі. Бірақ дінді уағыздаушы немесе уағыздатушы арнайы молдалар тағайындау арқылы дінді саяси биліктің басқарудың құралына айналдырушы топтардың қармағына түсіп қалу жағдайы. Ол қай кезден басталды? Бұл 16 ғасырдан басталды.
бертін басталған дүние емес. Ал оған дейінгі өркениет астрономияның, математиканың негізін қалаған, медицинаның негізін қалаған, философияда екінші ұстаз дәрежесіне көтерілген ұлы тұлғалардың барлығы ислам өркениетінен шықты. Ал сол кездегі исламның ұстаздың бәрі мұсылмандар ғой. Иә, екінші ұстаздардың барлығы. Неге бірінші емес? Енді бірінші болмайтын себебі ол исламның келу тарихы да сол бірінші кезеңге сәйкес келмейді. Пайда болу 7-ші ғасыр ғой. Сондықтан да бұл жердегі мәселе не? Дінді түсінуге байланысты. Дінді қандай құрал ретінде пайдаланасыз? Идеология ретінде пайдаланасыз ба? Жаңағы сіз бұл құлды құл ретінде пайдалану үшін де сіз айтасыз, сен маңдайыңа жазылған осы, енді маған қызмет жасайсың, тағдырың дейсіз. Ал ол оны солай деп түсінетін болса, бітті ол. Өмір бойы құл болады. Сондықтан да бұл жердегі мәселе осы нәрсені біз бірінші дінді уағыздаудың да тактикаларын қазір дұрыс қарастыруымыз керек. Мына мешіттегі уағыздардың да тактикаларын дұрыс қарастыруымыз керек. Ұлды ұлша тәрбиесің ұл болады, құлша тәрбиесі құл болады дейді ғой. Сондықтан да соны тәрбиеге байланысты айтып отырмын. Сондықтан осы нәрсенің үлкен күрделі қырлары бар. Және қазіргі саяси қоғамда да жаңа Наурызбай мырза дұрыс айтты, өркениеттер қақтығысы. Өркениеттердің қақтығысы бүгін пайда болған дүние емес. Қазіргі геосаяси бөлінушілік соғыстың бәрін қарасаңыз астында өркениет жатыр. Оның барлығы не үшін олай болып жатыр? Не үшін мысалы жаңағы мұсылман мемлекеттерінің дамуына қару-жарақ игеруі ол адамзатқа қауіп әкеледі, басқалардың қару-жарақты игеруі қауіп әкелмейді. Иә. Қалай ойлайсыз? Сондықтан да бұның барлығы жаңағы өмір сүруге деген күрестің нәтижесінде болып жатқан дүние. Сол үшін де бұл нәрсеге жай ғана бір мұсылманның артта қалуының бір идеологиясы болғанына байланысты біз артта қалдық деп өзіміздің артта қалуымызды исламға жауап беретін болсақ, тағдырға сенетіндерден айырмашылығымыз болмайды. Сондықтан да жаңағы шарасыздық қол жетпеген етті сасық деп айтады деген сияқты біз ондай нәрседен құтылуымыз керек. Ал ислам оған ешқашан кедергі келтірмейтін жолды уағыздауымыз керек. Сондықтан да мен айтып отырғаным сол, біздің тарихымыз бар, біз оны сырып тастай алмаймыз, өшіріп тастай алмаймыз, бірақ талпынысымыз жаңағы әлемдік көштен қалып қоймауымыз керек. Сол кезде осының ортасын тауып құқықтық жолмен болсын, саяси жолмен болсын, дипломатиялық жолмен болсын, осының бәрін ара жігін ажырата алсақ, біз бағытымызды айқындаймыз. Өйткені бұл тағдыр ғой, жаңағы Наурызбайымыз айтқан сияқты, табиғи құқық деген сияқты біздің кейбірде табиғи тағдырымыз бар. Геосаяси жағдайымыз, көршілеріміз, ұлтымыз. Сондықтан да ол нәрсемен қазіргі өркениетті байланыстыру ол шебер саясаттың жемісі болар еді деп ойлаймын. Расымен де жаңағы айтып отырсыз ғой, тағдырға илану, ақталу деген сияқты мәселе. Бізде өзі мұсылмандар қазір мені бәрі көріп отқан адамдар кәпір деп айтуы да мүмкін, мысалы. Бірақ сенімді, сенімсіз хадис деп, әлді күшті хадис, әлсіз хадис деп те мысалға айту түрлі хадистерді шығарып жатады. Қазір өзі шыны керек, бұрын естімеген хадистер көбейіп кетті мысалға. Сосын хадис дейтін болсақ, сол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху өзі мысалға өздеріңді өзін ақтамаңдар дейді. Осындай мәселелер келген кезде біз өзімізді ақтап алғанға қаттан қаласың. Енді қымбат спикерлер, жаңа Кеңшілік ағамыз үлкен бір мәселенің басын көтерді, бұл тәрбие мәселесі. Осы біз дінді ұстанбай-ақ, біздің бүкіл қазақтың өзі түп санасы деп айтайықшы, наным сенімнің барлығы өзі тәрбиеден тұрады. Bir ғана сөзбен так деп отырып тәрбиелеген халықпыз ғой өзі. Тыйым, қазақтың өзі ырым тыйымдарының өзі бұл тәрбие. Бірақ осы тәрбиеге келген кезде қазір неге ақсақ қалып жатырмыз деген сұрақ туады. Заң мен тәртіпте ол халық тәрбиелеудің бір құралы ғой. Келісесіздер ме? Иә. Бізде енді көшеде тұрып түкірме дегеннен бастап соның бәріне заң шығарып тастадық. Мен ана бір депутаттардың айтқан сөзін айтқым келмейді, мемлекетіміздің атауын мысалға штраф деген сөзбен байланыстырғанға жерде бәлкім қалай айтсақ бейтараптылық сақтамауы мүмкін, сондықтан ондай пікірлермен келіспеймін мен. Сондықтан мемлекеттің атына жаңағы штраф деп байланыстыру дұрыс емес шығар. Негізі біз неге заңға да тәртіпке де өте бір нигилизм дейді ғой, құқықтық нигилизм, немқұрайлықпен, жақтырмаушылық, немкеттілікпен қарайтын болып кеттік. Біз мысалға Сингапур сияқты ел болғымыз келеді. Солай емес пе? Біз Жапония сияқты елге болғымыз келеді. Сингапурда сіз сағыз лақтырсаңыз $4000 ғой дейме, айыппұл көлемі. Қоқыс тастасаңыз да тура сол $1200 ғой деймін, қателеспесем. Айыппұл көп. Әйтеуір жүріп тұрғанның бәрі айыппұл жақта.
бір қате бастың ба, жазылдың ба, жаңылдың ба, болды, аямай жаңағы айыппұлды салады. Бізде сол сияқты енді әйтеуір сол мемлекеттерге болмасаң да ұқсап бақ деп біраз тәртіптік құқықтық заңдарды енгізіп жатырмыз, тәртіпке шақыру мақсатында. Жол ережелері сарыға өтіп кеттің ба? Ең қызығы сарыға байланысты Астана қаласында 40%-ға дейін жол көлік оқиғалары, бағдаршамның үстіндегі жол көлік оқиғалары, сіз қызылға өтесіз, мысалы сарыға өтсеңіз айыппұл келеді. 40%-ға азайған екен. Қалай заңды күшейтті, солай, ережені күшейтті, солай. Ал міне біз осындай мысалға бет тұтымшылауға қатысты заңды қабылдаймыз деп жатырмыз. Оған да бағына қою не ғайбыл. Тағы да келіспеушілік, кері тарту, іштей наразылық медициналық масканы тағып алып шығу дейсіз ғой. Медициналық масканы тағып алу, түрлі эмоцияға әсер ететін видеолар түсіру, соны тарату. Көп. Елдің көңіл күйімен ойлайтын инструменттер, құралдар көп. Ашығын айтуымыз керек. Мен бұл жерде ешқандай уағыз айтып отырған жоқпын. Өзіңіз көріп отырсыз, өздеріңіз көріп отырсыздар. Уағыз діни сұрақ қойып отырған жоқпыз. Тек қана осы құқықтық және түсіндіру мақсатында ғана сауалдардың барлығы. Уағыз бен діннені басқа мәселелерді мешіттерде айта жатар, медреселерде. Біздікі осы зайырлық тұрғысынан алған кезде, қымбат спикерлер, неге біз заңға бағынғысы келмейтін елге айналып барамыз? Неге тәртіпті менсінбейміз? Тіпті соңғы кезде Өзбекстанның өзі мысалға келтіретін болып кеттік қой біз. Солай емес пе? Мысалға Өзбекстанға барып көріңіздерші, жаппай бір-бірін жамандап жатқан жұртты көрмейсіз, бір-бірін жек көріп жатқан елді көрмейсіз. Біздің әлеуметтік желіден бастап қаралау, масқаралау, буллинг, кибербуллинг. Бектер кетсе ел қалар, берекен кетсе нен қалар дейді осындай. Не дейсіздер? Енді бұл жерде мен осы тәрбиеге байланысты бір сөз айтқым келеді. Заң мен тәртіпке байланысты. Біріншіден, қазақта бір жақсы сөз бар: аюға намаз үйреткен таяқ деген. Егер халық өзі деңгейін түсініп, өзі тәрбиелі деңгейде саналы түрде қозғалатын болса, оған заңның да проблемасы жоқ. Сіз тәртіпсіз, тәрбиелесіз, тіпті кейбір нәрселерді заңмен анықтаудың қажеті жоқ. Адам өзі табиғи инстинкт түрде ненің дұрыс, ненің теріс екенін түсінеді. Көп нәрсе адамның өз болмысымен ұғады. Адам жақсы ненің жаман екен, адамда жудан деген категория бар. Адам өзі біледі, сезеді. Дұрыс айтқан сөзін дұрыс айттым, теріс айтқан сөзін теріс айттым дегенде адам сезеді тіпті. Сондықтан да бұл мәселені егер оны халық түсінбесе, мемлекетті зайырлы мемлекет ретінде мемлекет рухани тәрбиелік құралды идеологияны жасау мүмкін, бірақ мемлекеттің алгоритмдері бұның барлығы материалдық тұрғыда жүзеге асады. Яғни көрініс, құқық дегеннің өзі қылмыс жасалды, немесе қадам басылды сіздің алдыда. Ішіңіздегі мәселемен құқық айланыспайды. Сондықтан да бұл жердегі мәселені тәрбие дегеннің екінші қыры, бұл адамның ішінен шығатын құндылық. Бұл отбасы құндылығы, ол сіздің көргендігіңіз, ата-анадан алған жаңағы құндылығыңыз, сосын ұлттың өзінің мүддесіне байланысты, халықтың жаңа сіз айтқан сияқты. Бұрын сүйекке таңба деген сөз болушы еді қазақта. Сүйекке таңба деген менің руымның атына кір келтіретін әңгіме деген нәрсе. Сіз өзіңіздің абыройыңызды емес, сіз айналаңыздағы адамдардың абыройын ойлайсыз. Мысалы, Наурызбай мырза бұл жерде сөйлейді, бұл кісінің артында үлкен мемлекеттік абырой тұр, үлкен парламенттің абыройы тұр, үлкен депутаттардың деңгейі тұр. Ертең бір қате нәрсе айтатын болса, біздің түріміз мынау ма деген сияқты әңгіме болады. Менің артымда үлкен жаңағы дін саласының абыройы тұруы мүмкін, отбасымның абыройы тұруы мүмкін, мені қоғамда таныған адамдардың мен туралы түсініктері тұруы мүмкін. Яғни оған сіз жеткізуіңіз бір бөлек, оны сақтап тұру өте үлкен күрделі құбылыс. Сол үшін де әр адам өзінің жауапкершілігін сезінген кезде ол жаңа тәрбие іштен келеді. Мысалы, мен көшеде көліктің терезесін ашып түкіретін болсам, оны біреу видеоға түсіріп алатын болса, біздің қоғамдағы дінтанушының түрі осы деген нәрсе менің бүкіл жаңағы 20 жыл жинаған абыройымды бір түкірік шайып кетуі мүмкін. Сол үшін мен ондай қадамға бармаймын. Неге десеңіз, тәрбие жаңа үлкен жауапкершіліктен туады. Адам жауапкершілік сезінген кезде тәрбиеге мойынсұнады. Бала да солай. Мысалы, менің балам сабақ оқыды, бәленшенің баласы сабақ оқымайды деп айтпасын деп оқиды ол. Ол оның түсінігі, мен оны мәжбүрлемеймін мүмкін. Бұл кейде адамға қысым болуы да мүмкін. Бірақ тәрбие менің ойымша іштен келеді. Яғни қанмен, текпен, содан кейін отбасындағы көргенділікпен, қазақта бар, әке көрген оқ жана, шеше көрген том ішеді. Сол нәрсемен келетін дүние. Сол үшін де бізде жаңа мен айтып отырғаным сол, шығыс қоғамның тәрбиесін біз егер қоғамнан алып тастайтын болсақ, оны сырттан құқықпен тәрбиелеу өте күрделі жағдайға ұшырап кетеді.
отбасылық институт мәселесін, әке тәрбиесі бізде қазір үлкен трагедия ол ажырасу. Ол ажырасу деген сөз ертең баланың тәрбиесі жартылай нұқсандыққа ұшырады деген сөз. Ол ертең балаларды біз қоғамда құқықпен тәрбиелеу үшін қаншама қылмыскерлерді асырауға тура келеді бізге. Сондықтан да тәрбиеден ақшаны үнемдесең түрмеге жұмсайсың деген сөз бар ғой. Сондықтан да бұл жердегі мәселе осы тұрғыдан мемлекет осыған көңіл бөліп, жалпы жастарға қалай отбасын құру керек, қалай жаңағы тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу керек, сананы біз қандай үшін сөз қоғамның тәрбиеге критериясы деген нәрсені де біз дұрыс қалыптастыруымыз керек. Жас бала кім болғысы келеді деген сұрақтың жауабын біз қоғамның өзінің ағысына тастап қоймауымыз керек. Біздегі ең үлкен кемшілік менің ойымша осы. Яғни мен кімнің өкілімін, әлемге шыққан кезде мен қай мемлекеттің өкілімін деген дүниені біз әбден шыққан кезде түсінеміз. Қазақтар осындай екенбіз, Қазақстан осындай екен деген дүниені міндетті түрде шетелге шығып түсінудің қажеті жоқ. Оны біз осында жастардың санасына жеткізе алатындай дүние жасауымыз керек. Ол үшін бұл жерде күрделі мәселені сіз бетіне шығарып отырсыз. Педагогика деген нәрсені үлкен қарау керек. Педагог деген нәрсені мұғалімнің статусы заңмен көтерілмейді, абыроймен көтеріледі. Ол үшін біз педагогикалық салаға баратын адамдардың потенциалын көтеруіміз керек. Төмен бала алғандар емес, ең мықтылар педагог болатын болу керек. Оның барлығында бұл мемлекетте үлкен бірін қозғасаң бәрін алып кететін үлкен жағдайлар бар. Сол үшін де жаңағы бұған мен ойлаймын бір сөйлеммен немесе бір оймен жеткізу күрделі нәрсе шығар. Бір ойды қозғасаңыз ар жағынан ойлар туа беретін дүние. Ішінде жаңағы руханиятты да алмай кетуге болмайды. Өйткені дін деген дүниенің өзін біз қазір материализмге айналдырып жібердік. Қазіргі дін, мен ашық айтамын, қазіргі дін ол материализм. Кезіндегі коммунистік, материалистік идеология мен марксистік, ленинистік ешқандай қазіргі радикалды топтардың айырмашылығы жоқ. Тек атауында ғана. Құран оқуға болмайды, аруаққа сенуге болмайды, ата-ананы құрметтеуге болмайды, егер ол дін оқымаса. Материя ғой бұның барлығы. Ал шын мәнісінде менің рухани қатынастарым қайда қалады? Тарихи мәдени қатынастарым қайда қалды? Бұның барлығын крест қойып, яғни былайша айтқанда сіздің болмысыңызды жою, ұлттық болмысыңызды жою үшін мынаның барлығы ширк, күфір деген нәрселермен жойып тастау керек. Содан кейін ата-анасынан, отанынан, ұлтынан ажыратып алған адамды қолдану оңай. Сондықтан да бұл жерде үлкен нәрсе идеология. Соны айтып отырған, сондықтан да біз осы нәрсенің барлығын біртұтас заңдық тұрғыдан, мемлекеттік тұрғыдан, идеологиялық тұрғыдан, тәрбиелік тұрғыдан, білім беру бағдарламасы тұрғысынан, себебі білім беру деген нәрсенің өзін, тәрбие деген нәрсенің өзін біз қазір тәрбие зауыштарымен өлшеп қойдық. Тәрбие зауыштары деген дүние ол жаңағы қонақ келсе актовый залды толтыру миссиясымен шектеледі. Шынымен мағынасы мүлде басқа нәрсе ғой. Тәрбие департаменттері бар университеттерде. Олардың барлығы мәдени шараларды ұйымдастырумен айналысады. Ол шын мәнісінде ол тәрбие деген мүлде басқа нәрсе. Сондықтан да бұл жерде әр нәрсені өзінің атауымен атап, әр нәрсені сол бағытта жұмыс жасайтын жаңағы әртүрлі тетіктер көп оның. Сол мәселемен жаңағы айтсаңшы, мысалы мектепте қандай? Бізде мысалы мектепте біртұтас тәрбие деген бағдарлама енгізілді, былтырдан бері білесіз. Негізгі мақсат сол жаңағы ұлттық құндылықтарды баланың бойына сіңіру. Ұлттық жаңағы аспаптарымызды үйретіп жатыр, ұлттық киім киіп жатыр. Аптасына бір рет мемлекеттік әнұранмен қарсылады, ұлттық ойындар насихатталады. Баламен ата-анасы кітап оқып үйренеді деген сияқты, уақытын өткізеді деген секілді мәселелер. Орта білім бастауыш сыныптан бастап осы бағдарлама енгізіліп жатыр. Енді қазір бермесе де бірер жылдан кейін беретін шығар. Нәтиже беретін шығар. Менің қатты қуанатыным, қазір сабақтың алдында оқушылар 10 минут кітап оқудан бастап жатқан практикалар бар. Бұл өте жақсы. Себебі кітаптан алшақтаған кезде бала тәрбиеден де алшақтайды, құндылықтан да алшақтайды. Сол үшін де баланы неге үйретесің, соның әдетке айналдырады. Тәрбие деген нәрсе Газалидің анықтамасы бойынша бір нәрсенің әдетке айналуы. Біз қандай нәрсені әдетке айналдырамыз, ол соның тәрбиесі болады. Боғауыз айтқан бала айта беретін болса, оның тәрбиесі сол боғауыз болады. Ол тек қана тәрбие деген жақсы нәрсе емес, ол жамандыққа да тәрбиеленеді. Сондықтан да бұл жердегі нәрсені балаларды сол жақсы нәрселерге ақырындап үйрете беру сіз айтқандай. Бірақ бұл жерде бір нәрсені назарда ұстау керек. Біз көп нәрселер тағайындаулармен мемлекет оны ашата алмайды ғой. Мемлекет сіздің дипломыңызға қарайды, сіздің тәрбиеңізге қарамайды. Бірақ бұл жерде не бар? Кейде біздің педагогтарымызда тәрбиесіздік көп. Баланың алдында өзін ұстай алмау, артық ауыз сөздерді айту, болмайтын нәрселерді жаңағы баланың психологиясына кері әсер ететін дүниелерді көрсету. Мен де балалар мектепте оқиды ғой. Ағай, апай осылай деп айтты деген кезде, оның тәрбиесінен күмәнданасың. Ол қандай отбасынан шыққан мұғалім?
Сол үшін де бұл жердегі нәрсе не тек қана бір функцияны жүзеге асырудың қызметі ғана емес, оның мазмұнымен де кішкене айналысу керек. Егер олардың тәрбиесіздік жасап жатқан болса, оны педагог деп қараймыз. Немесе біз имам тағайындап қоямыз. Тағайындаған имам тәрбиелі ме? Мысалы, қоғам өлшем анықтама береді. Ал бірақ біз дипломына қарап тағайындаймыз да, ол оған лайықты деп қараймыз. Шын мәнісінде оның рухани құндылығы сәйкес келмейтін болса, не үшін біз оны дәріптеуіміз керек? Сол нәрсеге де көңіл бөле бастауымыз керек. Яғни педагогтар тәрбиелеген кезде, мұғалімдер тәрбиелеген кезде, ертеңгі жаңағы имамдар тәрбиелеген кезде осының барлығына қарау керек. Бұның болмысы қандай, тегі қандай, қоғамның алдындағы беделі қандай, айтатын сөзі қандай, үлкен деп біле ме, кіші деп біле ме? Осының барлығына біз ақырындап, енді мен ойлаймын, бұрын бізде таңдауға альтернатив болған жоқ. Бізде бар со болды. Башқанда. Ал енді бізде, Құдайға шүкір, таңдаудың жолдары да келе жатыр. Яғни біз тек қана біліктілігіне қарап емес, жұмыс өтіліне қарап емес, рухани құндылығына қарап та өлшеуіміз керек. Өз отбасын ұстай алмаған мұғалім болса, отбасы туралы тәрбие бере алмайды. Бізде коучтардың бәрі солай ғой. Өзі өмірін реттей алмаған, бірақ сізге өмір туралы мотивация береді. Сондықтан да осы нәрселердің барлығын үйлестірудің жолдарын қарауымыз керек. Яғни қоғамның алдына шығатын адам кім болу керек, кім шықса лайық. Андай бір, енді мен айтқым келмейді, сізде уағыз айтпайық дедіңіз ғой. Уағыз емес, бірақ мен айтайын дегенім, адам өзі істемейтін нәрсесін айтса, ол қоғамға қонбайды. Сондықтан да ішіміз бен сыртымыз ұқсас болу үшін ішкі тәрбие мен сыртқы құндылықтарды қабыстыруымыз керек деп айтып жатқанымды енді білмеймін. Қоғам түсінбейтін шығар, өйткені қоғамның критерийі басқа, қоғамның талпынысы басқа. Капиталистік қоғамға өткеннен кейін бізде адамдар тек қана материямен өлшейді. Мысалы, менің де сөзім тыңдамайды, өйткені олардың қалтасына ақша салып бермейді. Ал мен ақша туралы әңгіме айтайыншы, қазір миллион қаралым жинайды. Сен неге ақылды болсаң кедейсің деген сияқты. Сен неге ақылды болсаң кедейсің деген сияқты. Сондықтан да бұл жердегі мәселе не? Осы нәрсені біз алдыға шығарып алмауымыз керек. Мен қоғам үшін мен айтып жатқаным бүкіл мәселе материя емес. Енді деген нәрсе. Дұрыс. Жалпы кез келген халық, ұлт, мемлекет менің түсінігімде аяғын тең басу үшін оның материалдық, рухани дүниесі қатар жүру керек. Материалдық ала жататын болса, рухани ұмытып қалатын болса, ол анау руханият деген өріліп жатқан кірпіш артында цемент сияқты ғой. Цементсіз кірпіш өріп келіп құлайды оның бір күні. Жалпы жақсы тақырып мынау заң мен тәртіп. Кешегі соңғы құрылтайда дуализм дейтін мәселе қозғалды спикерлердің тарапынан. Дуализм деген былай айтқанда өзінің өміріне, мемлекетіне, ортасына менсінбеушілік деген мойынсұнбаушылықпен, мойындамаушылықпен қарау деген сияқты. Кез келген мәселе күл талқанға жүреді. Иә, сондай мойындамай. Жаңа айтқанда нигилизм деген сияқты. Бұл енді жаңағы заң орындалмай жатыр, анау-мынау деген мәселе бар. Егер де әлемде дүниеге келген заңдардың бәрі орындалатын болса, қылмыстың бәрі тоқтар еді, адамның да мына құқық бұзу болмас еді. Бұл адамдық қоғамда құқықтық санасына байланысты. Бірақ құқықтық саналы адамның бәрі заңды орындайды, мәдениетті деп тағы айта алмаймыз. Заңды жақсы білетін азаматтар бар, және оны басқаша пайдаланатын азаматтар бар. Сондықтан біздің құқықтық санамызды көтере отырып, құқықтық мәдениетті қалыптастыруымыз керек. Құқықтық мәдениет деген сөз ортаны сыйлау, заңды сыйлау, ортақ тәртіпті сыйлау деген дүниеден шығады. Заңды жаңа айтып отқан штрафстан деген мәселе. Заңның қаһары болу керек қабылданғаннан кейін. Мынандай сөз бар. Егер де қажет болатын болса, мәдениетті күштеп болса да енгізу керек деген. Тағы бір сөз бар. Құқық теоретиктерінің уақытында жазаланбаған қылмыс екінші қылмыс тудыруға себеп болуы ықтимал. Сондықтан біз осындай қатаң тәртіптер неге келді? Өйткені Абай айтқан, егерде осындай бір тәртіп бұзушылық болса, енді дәлдігінде айта алмау мүмкін, сол кездегі адамдардың бәрі виноват деген. Біз осындай заңды дүниеге әкелсек, выходит, осындай заңды әкелуге мәжбүр қоғамды мәжбүрлеген, осындай дәттер жеткеніміз өзіміз ғой, басқа бір істеп берген жоқ. Сондықтан өзіміздің істегенімізді өзіміз жөндеу үшін осындай заңды қабылданса, онда қажет екендігін түсініп бәріміз, осылай істелу керек екендігін түсініп, жаңағы мойындауымыз керек. Ал оның барлығын бүгін заңды шығарып ертең орындату да қиын, өйткені адамның айтатын тегіндегі, діліндегі дүние байланысты. Ол ата-анасының
қанымен, жанымен, отбасындағы тәрбиесімен, көргенімен, өнегесімен дүниеде орын алатын капиталы адамның. Жаңа Кеңшілік мырза оны дұрыс айтып отыр. Сондықтан мен айтам, бір жақсы орта болу үшін ол тәрбиеге байланысты. Ал тәрбие ол отбасы тәрбиеге көп әсер етеді. Және сол ненің Ушинский деген мықты педагог болған. Сол айтады, бір елдің тәрбиесін екінші елге келіп кіргізу ол болмайтын дүние дейді. Өйткені ол халықтың өзінің дәстүрлі тәрбиесі, қалыптасқан құндылығы бар. Соның негізінде тәрбиені үйлестіру керек дейді. Сол кезде ол нәтиже береді. Сондықтан жаңағы қазақтың бұрын жаман болады, тәйт, олай істеме. Біз әке-шешеміз жаман болады дейтін. Біз білмейміз, неге жаман болады, оны сұрамайсың ғой. Ананы істеме, жаман болады дейді болды. Әке-шешеміз мал баққан адам, малшы, шешем сауыншы болған. Әкем 4 класқа сауатсыз, шешем 7 класс оқыған. Олардың үйреткені сол болмайды, тыйым салады. Сол әлбаққа соны істемейміз ана. Миымызда қалған нәрсе ғой, өйткені тәрбие адамның жүрегінде қалады, жадында қалады, ол өшпейді. Егер теріс тәрбие болса, ол теріс нәтиже кейін көрсетеді түбі. Дұрыс тәрбие берсе, ол бәрі теріс, ол жаңағы спиральный жағдайда бәрі адамның негізгі ұстанымының негізгі сөйлеті қалыптасады. Сондықтан бұның барлық тәрбиеге де байланысты. Бүгінгі таңда біз мынау нарық бізді қарық қылады деп көп жағдайда мынау тәрбие, отбасы тәрбиесін, отбасы құндылығын әлсіретіп алды. Капиталистік мемлекеттердің өзінде заң бірінші тұрады ғой. Ескеруіміз керек. Отбасы құндылығын әлсіретіп алғанымыздың нәтижесі кешен 50% болды ғой. Біз енді қазір айтып жүр, бала құқығы деп ажырасқандардың семьядағы баласы ғой. Мен айтам, ол қанша бала құқығын айта бергенмен толық емес семьяда, бала толық семьяда толық құқық қорғалмайды. Өйткені әкесі жоқ бала әкенің тәрбиесін көру құқығынан айырылып тұр. Шешесі жоқ бала шешесінің тәрбиесін, соның несін алудан құқығынан айырылып тұр. Сондықтан толық баланың құқығы қай кезде қорғалады, қай кезде отбасы құндылығы сақталып, әке мен шеше отбасын бірінші деңгейде қасиетті шаңырақ деп қарап, соның қиындығына шыдап, отына күйіп, шаңырақты ұстап қалатын дәрежедегі үйлесімді жұмыс болған кезде дұрыс тәрбие болады ол жерде. Так кейбір кезде айтып жүрмін, екінші отбасымен, екінші некемен де бақытты болу болады. Болса болады шығар, бірақ баланың психологиясы қалай? Ол бала ертең қалай қоғамда өзін көрсетеді? Ол да мәні. Сондықтан біз мемлекет заң шығаруға құқық берді, биліктің несі бар ғой, тармағы бар ғой. Сол заң бостан-босқа қабылданбайды, заң сол қоғамға керек уақытында бір мәселені шешу үшін қабылданады. Сондықтан егер де мен осы елдің азаматымын, осы елдің қоғамның тең мүшесі, құқығым сақталады дейтін болса, заңын сақтау керек. Өйткені бір адамның құқығы басталған жерде екінші адамның құқығы шектеледі. Біз құқықты абсолюттендіруге әуес болмауымыз керек, міндетімен құқығын қатар алып жүру деп ойлаймын. Сондықтан тәртіппен заң қатар жүреді. Абсолют құқықта болмайды. Мен сіздің сөзіңізден бір сөз ойыма келіп отыр, жаман болады деген нәрсе. Адам баласы кез келген адам өзі пайда күнен болады. Маған жаман болатын болса, мен оны істемеймін. Менің ұрпағыма жаман болатын болса, мен істемеймін. Біз сол нәрсені ұмытып кеттік қазір. Мен отбасымды дұрыс асырамасам, бала шағамды жылататын болсам, мен оңбаймын. Мен әке-шешемнің көз жасына қалатын болсам, мен абырой таппаймын. Бұрын қандай сакралды дүниелер болды. Сондықтан да кейде жаңағы Назымбек мырза айтқан сияқты, әкенің бір үйде қарайып жүргеннің өзі үлкен құндылық. Ештеңе тындырмаса да. Сондықтан да материалдық тұрғыдан бұл нәрселерді өлшеп ешкім оның несін көрсете алмайды, деңгейін. Сондықтан осы нәрселерді де біз жаңағы назарда ұстауымыз керек, ұрпақ жаман болады деген нәрселер. Түсінбейміз, бірақ өмірімізде шынымен де кейбір болып жатқан жамандықтар біздің жасаған дүниеміздің нәтижесі болуы мүмкін. Сондықтан да сол нәрселерді, жаңа айттым ғой, қазіргі дін материализм деп. Осының барлығын жоқ, ол Құранда жазылмаған, болмайды дейді. Мен қалай ол Алла тағала бәр нәрсені Құран жазып қоймайды ғой. Адамның өмір деген нәрсесі бар ғой. Адам біреуге қиянат жасасаң, міндетті түрде алдынан шығады. Біреуге жақсылық жасасаң, жақсылық жерде қалмайды, иман отқа күймейді дейді қазақ. Осының бәр нәрсенің астарында біз көрмейтін энергиялар бар. Сондықтан да тәрбие деген нәрсе сол. Оның мазмұны, өмірдің мазмұны. Тәрбие мен тәртіп керек дейсің. Мен мысалы бұл дүниеде үлкен жаңағы жетістікке жету мүмкін, бірақ абырой таппайтын болсам, ол жетістігім ұзаққа бармайды. Не үшін мен ол жетістік? Сол үшін де жаңағы тәрбие өзімнің абыройын сақтасам, маған одан артық байлық жоқ.
сондықтан да осы нәрселерді біз ұрпақтың санасына белгілі бір деңгейде, әрине бұл нигилизмге алып бармау керек, мен еңбек жасамауым керек, ақша таппауым керек деген бармау керек, ақша үшін абыройды сатпауым керек. Сондықтан да осы нәрселердің тепе теңдігін шешіп алған кезде тәрбие өздігінен шешіледі. Сол нәрсені қатар ұсынып отыруымыз керек. Бауыржан өзі бірақ сөзбен түйіндеген ғой, тәртіпке бағынған құл болмайды деп. Негізі осындай жаңа заңға бағынбау, тәртіпке бағынбаудың астарында да себептеріне де үңілетін болсақ, кезіндегі сүйеніп шинаны білесіздер ғой. Не отқа салса күймейді, суға салса батпайды, заңды белшесінен батқан азаматтардың мысалға заң жұмыс істемейді екен ғой деп мысалы немқұрайлық пайда болды. Қазір енді немқұрайлыққа негативті көзқарас, негативті кереғар пікір қалыптасып жатқанда айтуымыз керек. Мысалға қазіргі резонансты сот процестері халықтың талабымен ашық өткізіліп жатыр, нақты заң төңірегінде жауабын, жазасын алып жатыр. Яғни біз заң жұмыс істесін деген мақсат бар, мүдде бар. Бауыржан Момышұлының бір сөзі бар. Тәртіп тән үшін, ынтымақ жан үшін деген. Сондықтан біз аман болу үшін тәртіп керек қой. Ынтымақты болуымыз керек. Қымбатты достар, парақшамызға өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жазып отырыңыздар, білдіріңіздер, жазылыңыздар парақшамызға. Негізгі мақсатымыз жаңағы дау-дамай қуу емес, қызыл кеңірдек болып қырылысу емес бұл жерде. Бір ой қалыптастыру, ой жеткізу, өздеріңіз түйіндей жатарсыздар. Эфирде сіздің ұстаған Ерқанат көп жасар, көп жасайық. Хабарымыздың атын неге баптаймыз? Мұхтар Мағауиннің бір жақсы сөзі бар ғой. Шабыт деген жоқ, еңбек бар, машық бар, бап бар деген. Еңбектеніп, бір кәсіпке машықтанып, бабыңызды тауып, бақ шабамын, бап шабама дейді. Бабыңызды тапсақ, бағыңыз жанады дейді. Дұрыс айтасыз. Сау болыңыздар.